барлығына әйелге де еркекке де ортақ айтылады. Мәселен, талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин. Білім іздеу ерге де, әйелге де парыз деді. Яғни тек қана еркек адам қыдырып кетіп, білім іздеп, тәлім іздеп, әйел адам үйде қалып қоймасын деді. Демек, бұның барлығына Аллах Тағала еркекті қалай көтерген болса діні, ислам дініміз әйелді төмен түсірмеген. Әйелді көтерген ислам дініміз еркекті аяққа таптамаған. Ата-ананы көтерген ислам дін келінді төмен түсірмеген. Келінді көтерген ислам діні ата-ананы аяққа таптатпаған. Аллах Тағала мұсылманды көтерген, кәпірді аяққа таптатпаған. Кәпірді көтерген Аллах Тағала жын шайтанды төмен қалдырмаған. Әйтеуір әрқайсысына өзінің орнын, құрметті жерін, өзіне лайықты орнын белгілеп, шегендеп берген. Міне осы нәрсеге ие болмағаннан кейін біздің еркектер мен әйелдің ортасында бүгіндегі ең көп даудың өзі біздің қоғамымызда болып жатқан дау түсінбеушілік, ең басым көпшілігі бәріміз мойындаймыз, бұл отбасы, семьяның төңірегінде болады. Өйткені ер адамдардың сәл көкірегі, еркек адамдардың мәртебесі, оны сәл дұрыс пайдаланбауы, кішкене қаттырақ басып жіберуі, тізеден қаттырақ кетуі, немесе мүлдем төмен түсіп кетуі белгілі бір шекараны ұстай алмауынан туындаған нәрселер болып табылады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сізбен бізге үлгі болған. Пайғамбарымыз алейхиссаламнан тәлім алған, кешегі сізбен біздің ата-бабамыз бізге үлгі болған. Енді біз солардан кішкене жыраға кеткеннен кейін, мына Совет үкіметінің ар жақ бер жағындағы адамдар әйелді не қатты көтеріп жіберді, не аяққа себелеп жіберді. Соны көрген еркектер, балалар, бүгін дегенде олар үлкен жігіт болды, азамат болды. Сол азаматтардың өмірлері шайқалып жатқаны баршылық. Сондықтан оны өздеріңіз ішінде көріп жүрсіздер. Мен жиі айтып жүрген әйелдің өлімі үшеу болады. Соның біреуі, ең қызығы, сол өлімнің ішінде жүріп, әйелдер өмір сүруге жалғаса береді өмірлерін. Мен өзім ойлаймын, еркекке ондай сынақ келсе, еркек ондай сынақты көтермеген болар еді. Ол бала босанғандағы өлімі, қиналғаны, ол әйел адамның жаңағы бір оңбаған, оның қадірін білмеген, бағаламаған, әсіресе ұрып соққан, ар намысын төмен таптаған еркекке тұрмысқа шығып, өмірі сондай халде түскенде, енді бұл өлім, бірақ сол өлімнің өзінен үмітін жалғап, осы өмірім жалғасатын шығар, бір алдымнан бір бақ ашылатын шығар, мынаның түрі түзелетін шығар деп, алдына үкілі арман қойып өмір сүрген аналарымыз, біздің қарындастарымыз шын мәнде аяулы, шын мәнде құрметке лайықты. Бірақ өкінішке орай біздің жаңағы айтқан үкіметімізде, немесе жаңа келе жатқан тәрбиемізден әйелге тек қана 8 мартты ғана арнап, басқа уақытта әйелді ұрып, соғып, текпілеп, төмпештеп, содан кейін 8 мартта гүл бергеннің барлығы бұл түбегейлі қате нәрсе. Біздің аналарымыз, біздің қарындастарымыз, біздің болашақ жарларымыз, сіздің, менің қарындасым, әр қазақтымыз, жалғызымыз дегендей, олар сол тек қана 8 мартта ғана бір гүлге лайықты ма? Пайғамбар аналарды ардақтады, оларға жалғыз күнді арнатпады деді. Яғни аналарымыз, қарындастарымыз әр уақыт құрметтеуге, сыйлауға лайықты. Салихалы әйелдің белгілері. Бірінші салихалы әйелдің белгісі қарасаң көзің тояды. Қарасаң көзің тояды дегенде оның ана ұзын түп-түзу оқтадай болған аяғы, бетіне жаққан краскасы, үстіне киген тыртиған киімінен емес, әйел адамға қарағанда оның бетіндегі нұрынан, жүрегіндегі иманынан, үстіндегі кебетесінен адамның көңілі тояды. Екіншісі, еркек адамның көңілі мақтанатып көтерілетін жері, көңілі таситын жері әйел адамның еркекке бой ұсынғаны, әйел адамның еркекке мойын ұсынғаны, соны ерім, Құдай қосқан менің жарым деп, соны қабылдағаны, өзінің өмірін өмірде көрмеген, танымаған, білмеген бір шаңыраққа басына кеп тұрып, сол шаңыраққа тыққан кезде бұл Алла Тағаланың алдында мыңдаған күнәлары кешіріліп, мыңдаған сауапқа басын алып кеп тіккені. Ол әлі оның қызметі, оның дүниесі, оның сауабы барлығын айтпағанда, бауырлар, қарындастар, тек қана мен ризамын деп некенің қиғанда, молданың алдында некесін қиғанда, осы бәленбайдың баласы Түгіленбаймен неке қиып, өзіңді осыған арнайсың ба, өзіңді осыған ардақтайсың ба дегенде, иә, мен осыны қабылдаймын деп мойнына жүктеген әйел Алла Тағаланың алдында мыңдаған сауаптарды сол сәтте алып, талай-талай күнәлары мойнынан сол жерде түсіп қалады екен. Ары қарай енді еркек жоқ болса, еркектің жиған дүниесіне ысырап қылмайды. Жақсы, көңілің толды, жүзіне толды, имандылығына толды, күйеуінің айтқанынан мойын ұсынды. Енді ол күйеуінің жинаған дүниесіне ысырап қылмайды. Күйеуінің дүниесіне ысырап қылмайды. Мына малайықты баспай тұрыңыздар, сұрақты қоя тұрыңыздар. Айтым болса, өздеріңізге өздеріңіз істеп жатсыздар, енді менің қолымнан келген істеп тұрмын. Сондықтан сөздің бұзылмауына да өздеріңізге байланысты лайық байыппай, сұрақ қоймай тұра тұрыңыздар. Тағы да айтамын. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала сіздерден Алланың алдында
балаларымызға бақ сұраған кезде, балаларымызға жақсылық сұраған кезде, бұл Аллах Тағала ұлдарымызға салихалы әйел, қыздарымызға салихалы ер сұрау, бұл ата-ананың ең үлкен бақытты нәрсесі. Өкінішке орай, біз балаларымыздың дипломын, балаларымыздың дәулетін, мінген көлігін, астында қалған сасық киімін, соны айтатын бір жағдайға жеттік біз. Соны алға тартып, мен мына кейбір кезде енді қызмет бабымен басқа жағдайда қыздың алып келген дүниесіне, немесе баланың айтқан екі құданың ортасына әңгімесіне, менің баламның бәленбай дүниесі бар, менің қызымның бәленбай дүниесі бар деген, сол дүние екеуіне не мынанікі мынаған, не мынанікі мынаған қадірді қасиеті болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Аннатункаху лидиниха ва малиха ва жамалиха". Адам шын мәнінде үйленгенде, қыз тұрмысқа шыққанда лидиниха дін үшін қарайды, уамалиха байлық үшін қарайды, және сұлулық үшін қарайды. Енді бір риуаятта және біреу бар, тегі үшін қарайды деді. Еврейлер, яхудилер тегіне қарайды. Ол шыққан тегі руына, басқасына қарайды. Басқа мұсылман адамдар дініне қарайды. Басқа бір мұсылмандықтан жырақ адамдар байлығына қарайды. Осының байлығына ие болам, осыны мен қатырам, осыған ие болам деп алдыңыз ба? Алла Тағала сол байлығы, сол ниетің, сол байлығың сенің басыңа сор болады. Сұлулығына қарап үйлендің ба, сұлулығы саған сор болады. Ең қашына жетектеп жүре алмайды сені. Неге? Өйткені сен оған пар емессің. Сен оған пар емессің. Өйткені пар қылатын нәрсе тек қана дін ғана пар қылады. Егер екеуі де бай, екеуі де сұмдық министрдің баласы біреу қызы болмаса, бұлардың ортасында не болады? Бақталастық болады. Менікі күшті, менікі күшті. Ол адам түрмек. Ағайынның ішінде сондай болған кезде, менің ата-анам күшті, менің ата-анам күшті, сендерді мен бақтым, мен асып түстім дегенде, оны күнделікті өмірде бәріңіз естіп жатсыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Тәрибат ядак", дініне қарамасаңдар өздеріңіз зияндық жасайсыңдар дейді. Мен қызмет барысында көп емес, былай ерлер келеді: "Әйелім жүргіш болып кетті", әйелдер келеді: "Күйеуім басқа қатын алып алды, мынандай жағдай болды, семьямның ойраны шықты" дейді. Неден? Біреу менсінбегеннен, біреудің беті жылтыр болғаннан, біреудің беті сәл қара болғаннан, біреудің жүзі келіспегеннен, өзін жоғары бағалағаннан, осындай болғандықтан, және ең негізгісі ортасында мәміле болмағандықтан, соның басын жинап теріп келген кезде екеуінде де иман, Аллаға деген сенімнің пәс болғандығынан болады. Ол дүниеден демес. Әйтпесе дүниесі барларда имандысы бар, сұлуларымызда иманды бар. Адамның сұлулығы бетінде емес, оның сұлулығы жүрегінде, иманында болады. Жүрегіндегі иманына да сұлулық болғандардың ең жинап келгенде Алладан қорқуы болса, жүрегінде иманы болса, қалған нәрсені Құдай сізге бонус ретінде қосымша бергені болып табылады. Бір әйелдің басында, яки бір ердің басында осы айтылған 4 нәрсенің 4-еуі бар болса, Құдай онда беріпті сізге. Құдай онда беріпті. Бірақ басында оның ештеңкесі болмайды. Еркек адам үйленгенде әйтеуір бір көрпесімен, бір қызмет жыртық ботинкасымен, жыртық пальтосымен тұрмыс үйленеді. Әйел адам да солай болып келеді. Кейін қызметке тұрады, ақша көтеріледі, жағдай көтеріледі. Енді не болады? Кешегі сенің қасыңда ілесіп әйеліңді сен менсінбей бастайсың. Неге? Саған енді басқа біреудің әйелі жақсы көріне бастайды. Сенімен бірге суықтықты бөлінген, сенімен бірге қиыншылықты бөлген, таршылықты сенімен бөлген әйел енді саған бөтен болып қалады. Енді саған ол кішкене бір менсінбеген, бір колхоздан шыққан колхозница болып қалады. Сен өзіңді енді элитаға апарып, аристократтарға апарып қосып жібересің. Бірақ енді сен қаныңда аристократия жоқ еді, бірақ сөйтсе де алдыңда өзіңді дүниенің арқасында қостың. Хоп, бола ғой. Бірақ сол сен аристократқа жеткенде, сенің қасыңда сол жоқшылықта болған әйелің лайықты еді. Сенің қасыңда отыруға лайықты еді. Сенімен отыруға лайықты еді, бірақ сен менсінбедің. Енді Аллах Тағала сенің қасыңда болғанда сен оны төмен түсіреді деп ойлайсың ба? Аллах Тағала сенің қасыңда ол жоқ кезде сен оны еледің де, бүгін бар кезде елемедің. Сен ойлайсың ау деймін, Аллах Тағала сен осылай ұшқан күйде ұшып кете беремін, мен қонбаймын жерге деп. Аллах Тағала қондырады. Қонған кезде де пассаттың жосқи болады. Сол кезде қайтып келер, қазақ айтпақшы, есігіңді қатты жаппа деген сөз мына осы жерден келіп шығады. Ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис шәрифінде еркектің ең каримі әйеліне, жанұясына қайырлы болғаны еркек деп айтты. Және ең лағын, қарғыс атқан еркек ол семьясын, жанұясын талқандаған, оны бұзған, оған қол көтерген, оған жауыздық жасаған, зұлымдық жасаған, бұл лағын, яғни қарғыс атқан деп тұрып пайғамбарымыз алейхиссалам шегелеп берді. Бізде еркектер өзі жұмыстың бәрін бөліп алған. Еркектер пайғамбарымыз алейхиссаламнан артық емессің сен, кім болсаң да, қандай бастық болсаң да, қандай үлкен адам болсаң да, қандай керемет адам болсаң да пайғамбардан мықты емессің. Расулалла алейхиссалам жұмыстан мешіттен келгенде Айша анамыздың маңдайын, әйелінің маңдайынан сүйетін еді. Айшаның маңдайынан сүйетін еді. Жер бетінде сондай қазір еркек бар ма? Жұмыстан келгенде әйелі алдынан шыққан кезде
біздің қабағымыз, жұмыста былай ашық болған қабағымыз үйге келгенде бүйтіп кіреді бәрі. Солай кірген кезде әйелінің маңдайынан сүйетін еркек, мен білеймін, қазір жоқ шығар ондай еркек. Міне пайғамбарымыз алейхиссалам үйіне кіргенде сол еді. 53-ке келді пайғамбарымыз. 53-ке келгенде әйеліменен жүгіргендігі айтылады кітаптарда. Перегонки дейді ғой, яғни жарысып жүгіріпті. 53-ке келгендер уже біздегілер сақал қойып животныйға дайындалып отырады. Енді кішкене тақуалары. Ана құтырып жүргендер тоқал алғысы келіп жүреді о заманда. Сол 53 жастағы еркек пайғамбарымыз алейхиссалам 53 жасында Айша екеуі дейді, көшеге түсіп алып бірін-бірін қуып жүгірді дейді. Қандай дәрежеде еркек болған. Сен қанша мықты болсаң да пайғамбарымыз алейхиссаламға жете алмапсың сен. Сен ойлайсың, что мен әйеліме бұндай болсам тәуелді болып қалам, әйелді ана үйде кішкене жұмыс істеп жатқанда диванды қозғап берсем, пылесосқа шамасы жетпесе пылесостап берсем, кішкене бір жұмыс істесем, еркектің абыройым түсіп қалады деп. Пайғамбарымыздан артық емессің. Пайғамбарымыз алейхиссалам әйеліне жәрдем беріп, үй сыпырған риуаяты жеткізеді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалату вассалам үйде жатып су ішкісі келіп, әйеліне су алып кел деп тапсырма беріп, өтініш жасағанда, әйелін алып келгенде әйелін айтты, сен бірінші іш деді өзіне. Әйелі сәл ішіп еді. Пайғамбарымыз алейхиссалам білесіз бе не істеді? Тура Айшаның ішкен жерінен ішті. Осылай махаббат көрсетті. Бұл кейінгі әйелі. Бірінші әйелді білесіз бе, Хадиша анамыз? Пайғамбарымыз алейхиссалам Хадишаға деген махаббат жер бетінде кез келген Ләйлі Мәжнүнге бүгіндегі махаббаты бар жастардың барлықтарыңызға үлгі болады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның күйеу баласы Зейнеп деген қызының күйеу баласы Абул Ас деген болған. Сол Абул Ас о кезде Құранда аят түскен жоқ еді. Кәпірлерге қыз беруге болмайды деген аят жоқ еді. Пайғамбарымыз қызын Зейнепті Абул Асқа ұзатып қойған еді. Сөйтіп Бәдір деген соғыс болды. Бәдір деген соғыс болған кезде пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, қараңыз, керемет бір оқиға болды. Бұл барлық мына жер бетіндегі қыздарға, біздің қарындастарымызға, еркектерге өмірлік сізге тұмар болсын мойныңызда. Пайғамбарымыз алейхиссаламның соғыс болды. Соғыстан Бәдірде мұсылмандар жеңді, қолға біраз тұтқындар түсті. Енді пайғамбарымыз тұтқындар не істейміз, өлтірейік деп сахабалардың ортасында әңгіме болғанда, пайғамбарымыз рахымдықтың жолын таңдады. Ешкімді өлтіруге болмайды. Құлдарды да күңдерді де біреуін өлтірмейсіңдер деді. Осы жердегі құлдар өзінің егер сауатты жазып оқитын болса, онда 10 адамды білімін көтерсін деді. Өйткені мұсылмандарда білім бірінші орында тұрады. Құранның бірінші аяты білім деген аят түсті. Оқы деген аят түсті. Сөйтіп сол аят келген пайғамбарымыз әр тұтқын жазалатын тұтқын деді. Сахабалардан 10 адамды оқытсын деді. 10 адамды оқытсын да, сауатын ашып берсін де, үйіне кете берсін деді. Ал енді оқу білмейтіндер не істейді деп еді, онда олар туысқандарын айтсын да, кішкене ақша төлесін де, тұтқындықтан босатып алсын деді. Сөйтіп біраз нәрселер келе бастады. Мәдинеге бұл хабар жетті, Меккеге. Меккенің адамдары өзінің ана, сен күйеу баласын жақынын босату үшін бауырын ақша беріп, яғни выкуп дейді ғой, выкуп төлеп, пайғамбарымызды құлдықтан әскерлерді шығара бастады. Сонда пайғамбарымызға әкеп көрсетті, мынау келді деп көрсетті, тұтқындан мынаны босатуға, мынаны бер деп. Сол бәленбай дүниенің ішінен пайғамбарымыз алейхиссаламның көзіне бір моншақ оттай басылды. Пайғамбарымыз моншақты алып берші деді. Алып беріп қарады да, сол моншақты алып көзіне жасалып жылай бастады. Сонда бүкіл сахабалар аң-таң болды. Не үшін жылап тұрсыз, я Расулалла? Не болды бұл моншаққа? Моншақта не бар еді деді. Сол кезде мен бұл моншақты алып қалсам бола ма деді. Ала беріңіз деді. Сөйтіп еді, немене, менің қызымның күйеуі Абул Ас тұтқындардың ішінде бар ма деді. Сөйтіп еді, сахабалардың бәрі басын төмен ұстады. Я Расулалла, сіздің күйеу балаңыз тұтқын ішінде, сізге қарсы соғысты деді. Содан қолға түсіп қамап қойдық оны деді. Нағып айтпайсыңдар маған деді. Нағып айтпайсыңдар маған деді. Сонда пайғамбар сахабалар айтты, сіздің жүрегіңізге тимесін деп айтпадық деді. Енді бұл моншақ қайдан келді? Пайғамбардың қызы Зейнеп әкеден көрген, анадан көрген тәрбие, шешесі тәрбиелеген қыз қандай тәрбие көреді? Ана көрген тон пішер деген сол болады. Сонда пайғамбардың әйелі Хадиша анамыз ол заманда қайтыс болып кеткен. Сол Хадишаның қызы 4 қызы болды. Сол 4 қызының біреуі Зейнепті тұрмысқа ұзататын кезде байқұс ана мойнындағы моншағын шешіп, қызының үстіне тұмар қып тағып жіберген екен. Қызым, мына менің моншағымды сен тағып жүр деді. Ортада 9 жыл өтіп кетті. 9 жылдан кейін қыз кетті күйеуге. 9 жылдан кейін сол қыздың мойнындағы моншақ пайғамбар Мединада, мынау Меккеден айналып келген моншақты пайғамбарымыз алейхиссалам танып қойды. Мынау Хадишаның деді, сүйікті менің қайтыс болған жарым, Хадишам қызымды ұзатқан кездегі мойнына тағып берген моншақ еді деді.
Сол моншақ еді деді. Сөйтті де құшақтап жылады. Енді алтын анау қымбат болшақ қой енді. Енді соның жағы Абул Асқа күйеу бала үшін выкупқа берген ақша еді. Пайғамбардың қызы, қараңыз тәрбиені. Өзінің әкесі пайғамбарға звондап, яки болмаса адам жіберіп, ей, менің күйеуім ғой, сенің абыройың ғой. Қой, анан коррупцияға жібергендей, сен анан босата сал. Ят болады. Күйеу бала ғой, ят болады. Жібере саш, әкешім дегенде сөзге келер меді, келмес педі. Бірақ пайғамбардың қызы анадан тәрбие көрген. Жоқ, барлығына заң бірдей. Пайғамбар айтты ма күйеу бала жаңағы тұтқындар үшін бір нәрсе беріңдер деп. Онда мойнынан шешіп алды да, сол ең қымбат моншағын берді. Сіз берер медіңіз? Сөйтіп, енді қызығы, пайғамбардың қызы мұсылман, күйеу бала мұсылман емес, пайғамбары мұсылман. Қызы тастап сен кәпірсің деп кетіп қалған жоқ. Күнде сұранатын еді соғыстың алдында. Айналайын жарым, сен мені ұрмайсың, мені сөкпейсің, мені қинамайсың. Бірақ сенің бір ғана айыбың бар. Сен мұсылман емессің. Мен сенен сұранам, исламды қабылдашы деп жалынды да жүрді. Нәсіп болмады. Абул Ас соғысты. Енді пайғамбарымыздан моншақ келді, пайғамбарымыз босатып жіберсін деді. Үйге келді күйеуі. Келгеннен кейін арада тағы соғыс болды. Келесі 2 жылдан кейін соғыс болды. Алланың құдіреті екінші рет тағы да тұтқынға түсіп қалды. Екінші рет сол күйеу бала тағы түсіп қалды. Пайғамбарымыз алейхиссалам босатуға сахабалар келді да айтты: біз сені босатамыз деді. Сұрақ қоймаңыздар деп айттым ғой, сабыр қылып тұрыңыздар, кейін жазатындарыңыз кейін жазасыздар. Мен бәрібір оқи алмаймын, оқысам да менің ойымды бұзып жатсыздар сіздер. Сондықтан зияндық жасап жатсыздар, сондықтан күте тұрыңыздар. Қиянат жасамаңыздар. Пайғамбарымыз, мен ана нені өшірген жоқпын әдейі, сіздер ақылды саналы ғой деп, сол үшін өшірген жоқпын комментарийді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сонда сахабалары бұны жеткізбей, пайғамбарымыз алейхиссалам сахабалар өздері Абул Асқа келді. Сен екінші рет тұтқынға түстің, ұялмайсың ба деді. Сонда не істеймін деді? Саған бір тапсырма, біз сені бір шартпен босатамыз деді. Қандай деп еді? Сен барасың деді, пайғамбардың қызын талақ бересің де қайтарып жібересің деді. Ажырасасың онымен деді. Мұсылман, ол қыз мұсылман, пайғамбардың сағынып жүр біздің Мединада, сен жібере оны деді. Егер қаласаң, сені тұтқыннан босатамыз, қаламасаң екінші рет қаласың деп еді. Жарайды деді. Сөйтіп Абул Ас атпен келіп үйіне, қызының әйеліне айтты: мен саған талағымды берем, сен басың бос, әкеңе барып қосыл деді. Қыз ура, жақсы болды деген жоқ. Пайғамбар әкеме кететін болдым, төркініме кететін деген жоқ. Әйелі жылап тұрып алды: мен сенсіз кеткім келмейді деді. Мен сені өмірлік жақсы көрем, сен менің жарымсың, мен сенсіз кеткім келмейді. Ей, жарым менің деп еді. Жоқ, мен бармайым деп тұрып алды. Кейін барсам барармын деген бір ауыз сөзі Зейнептің жүрегіне жақты. Жарайды деді, енді жібере салған жоқ, өзінің туған інісін шақырып алды. Туған бауырын шақырды да, пайғамбардың қызы, менің бұрынғы жарым, сенің жеңгеңді өз қолыңмен апарып, пайғамбардың әулетіне апарып қосып бересің деді. Енді кәпірлер жіберді деп ойлайсыз ба? Кәпірлердің бәрі пайғамбардың қызын қоршап алып көшеге шыққанда. Сенің әкең бізден ақша сұрайды. Жаңағы тұтқынды босатып. Біз неге сенің қызың жіберуіміз керек деді. Сонда Абул Астың бауырының айтқан сөз: ей, сендердің кәпірлер ол соғысты деді пайғамбарыңыз. Олар тұтқын деді. Бұл тұтқын емес, бұл біздің келін, бұл біздің мен ағамның жары деді. Қылышын шығарып алды да, кімде-кім менің жеңгеме жақындайды, басыңды жауып түсірем деп еді. Болмастан бұлар жабылды да, пайғамбардың әйел қызының егін жарақаттап жіберді. Жарақаттағаны сол еді. Бұл әңгіме Абул Асқа жетіп тұрып, Абул Ас келіп 9 адамға қылышын шауып тұрып, менің сөзім сөз, мен жібердім, біреуің жатағың болмасын деп, өзі апарып пайғамбарға қосып берді. Бұл кішкене темадан былайырақ алып барғанда әңгімем. Яғни ер адамның әйеліне деген махаббат. Сол кәпір болған Абул Астың өзі әйелге сондай мәміле жасады. Бірақ сөзін қысқартып айтқанда, түбінде Абул Ас исламға келді. Бұл енді келешектегі екінші оқиға, кейін екінші сериясын Құда қаласа жалғасын айтып берем. Енді пайғамбарымыз алейхиссалам бізге тәрбие үйретті. Еркек адам мен әйелдің ортасында ыдыс-аяқ сылдырамай тұрмайды. Өмірде әрбір нәрсе болады, жын шайтан болады. Сол жын шайтан болған кезде еркек адам әйелге хоп, сенікі дұрыс, маладес, жеңдің десе, сонда еркек адам үйден шығып кетіп қалса, сонда сен бір сөзді айтпайсың, бұл сөзді айтсаң. Қай сөзді? Талақ, мен сенімен ажырасам деген сөзді айтпайсың. Сенде сол сөзді сенікі дұрыс деп
Қазақ айтпақшы, ақылды көндім десе, ақымақ жеңдім дейді деген қазақтың сөзі бар. Сол моментте ашуланып, адамның ақылы істемей тұрған кезде әйелмен бапылдасып, бап сөйлеп, оның боғауызын сөйлеп, оның өліп қалған ата-анасын қарғап, оның шешесінен боқтап, әкесінен боқтап, сүйегі шіріп кеткен ата-анасына дейін айтқан еркек, бұл оңбаған еркек болып табылады, біліп алыңыз. Алла тағаланың алдында сенің істеген сауабың, сенің істеген жақсылығың бәрі пішту әңгіме болады. Аспанға желдің үшкендей бөшкенің түбін тесіп, су құйғандай әңгіме болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді осы нәрседен қайтарды. Еркек адам еркектік қабілетін ұстап қалсын деді. Дұрыс, өмір болғаннан кейін әртүрлі нәрсе болады. Артық болады, кем болады, бес саусақ тең болмайды. Бірақ сол моментте өзіңді ұстап қалу бұл еркектің еркегінің қолынан келеді. Әйел менен әйел етіп салғыласпай өзін ұстап қалған адамды Аллах тағала пайғамбарымыз алейхиссалам көтерген ұлы нәрсенің дәрежесі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді әйелге сана берсін. Өзі ұятты бүйтіп Жәбірайыл алейхиссалам көтеріп келгенде, ұятты кімге берейік дегенде, әйелге бер деді. Неге? Өйткені әйел ар намысын әйел ұстаса, онда бұл бақытты болады. Әйел адам бақытын, моментін сөз ұстаса, сен мені боқтадың, мен сені боқтадым, бұл түбі еш қашан жетпейді. Сен мені бүйттің, мен сені бүйттім десең, онда өмірдің бас аяғы шешілмейді. Сенің даудың үстіне даудың үстіне. Бұл жердегі енді екінші қателік. Еркек пен әйелдің ұрысы бір төсекпен шешіледі ортасы. Ертеуі екеуі ұрысып, екі жаққа жатады да, таң атқанда төсектері бір қосылғанда, екеуінің мәселесі бітеді сол жерде. Енді бұл жердегі ең оңбағандық нәрсе, қайынсіңлі, балдыз, әпке, іні, бауыр, аға, подружка, дос, сосед деген бәлелер осы жерде тыныш жүру керек. Жан жағына араласпау керек. Біреудің екі әйел мен әйелдің ортасына кім түседі? Ессіз түседі, ерлі азайып. Яғни сен ессіз деген ақымақ деген сөз. Сен сол ақымақ болма, біреудің ортасына түспе. Екеуі жарасып кетсе, сен ақымақ боласың. Қаншама әке-шешелер келіндерінің үстіне, балалардың үстіне орта түсіп, менің ішіме сыйған балам сыртыма сыяды деп, алып келіп алып, қызының өмірін талқанын шығарып, ол қызы енді барып біреуге барып тоқал болып тие алмайды. Енді сонша баламен барамайды. Қайда барады? Ол ертең-ерте шайын істеп үйренді, қызметін жасап үйренді. Аз ба, көп па, жақсы ма, жаман ба, еркектің иісіне үйренді. Еркектің аузындағы сасық темекісіне үйренді. Соның қолтығындағы иісіне үйренді. Әйтеуір бір соған үйренді. Енді үйреніп болғаннан кейін сені сияма, сенің қасыңа сияма, сенің әпкеңе сияма, үйдегі келінге сияма. Сен де келін ұстап отырсың, құрметті ене. Сен де келін ұстап отырсың. Сол сен өз қызыңды ене келінге мықты үкіміңді жүргізгің келген кезде, мен мықтымын, мен мықты енемін дегенде, сен өзің қызың күйеуден келіп отырса, сенің берген тәрбиең сол бола ма? Сенің тәрбиең сол бола ма? Сондықтан келінге үкімің жүру үшін сен өз қызыңды дұрыстап тәрбиелеп ал. Өз қызыңды орында қадап қоя қой. Дұрыс, келін қызың келеді, артық келеді сөзге, сонда ұрсып, жоқ деп қайтарып қоюға тырысу керек. Неге? Өйткені егер ұрып, соғып, аяқ қолын сындырып жатса, онда ол адам емес, ол жауыз. Оның тиісті жазасын беру керек. Заң бар, құқық бар, бізде мемлекет бар. Ал енді біз жабай джунглиде өмір сүріп жатқан емеспіз. Сондықтан ал енді сен бүйтіп айттың, мен бүйтіп айттым, сен боғауыз айттың, мен боғауыз айттым. Анау мен шешемнен боқтадым, міне жазып жатқан көңілім шалып қалды. Жазба десем де жазып отырса, соңында жазасыз. Шыдай алмай қайнап жатқан көріп тұрмын. Шешеңнен боқтады. Ал енді боқтапты, жарайды. Ол боқтаған үшін ол сенің анаңнан боқтаған жоқ, ол өзінің анасын боқтады. Хадисте солай келеді. Кім біреудің анасынан боқтаса, ол өзінің анасының абыройын түсірген болады. Өйткені сен оны боқтайсың, ол ішінен сені боқтайды. Айырмашылық жоқ. Жарайды, сен боқтадың, енді сен оған қайтарып бер. Енді сен мені боқтадың деп бүкіл телефонды көтере салып, аналарыңа, әкелеріңе, туыстарына, подружкаларына шыққан адам бұл дүниеде жақсылық болмайды. Құдай бағыңды ашпайды сенің осыдан былай. Сондықтан ең жақсы мәсәлул ахауайни кәмәсәлил яйдайни тәсил иқтахума лухра. Мұсылманның айыбы ол қолын жасырғанда бір-бірін кемістігі сұрау. Ман сатара ахаху сатарахуллаху лияумал қияматан. Кім біреудің айыбын жасырса, біреудің деп тұр. Ал енді күйеулер әйелінің айыбын жасырса, Алланың алдында оның дәрежесі, мәртебесі өскеннің үстіне өседі, көтерілгеннің үстіне көрсетеді. Мен мына видеолардың ішіне салғам, еркектер әйелдерінің секретін ешкімге айтпаңыздар. Сол сияқты әйелдер бір-бірлеріңіздің сырларыңызды бір-бірлеріңізге ешқашан айтушы болмаңыздар. Менің әйелім бұндай болған, менен 10 жас үлкен, маған дейін 10 жігітпен жүрген, менен біреуден туған, сенің алдында біреумен ажырасып шыққан. Кому какой разница дейді ғой. Кімнің не шатағы бар? Өзің аузыңа өзің ие боламасаң, өз әбиіріңді өзің ашсаң, өз
беделіңді өзің түсірсең, өзіңнің кім екеніңді осымен көрсетсең, не пайда? Бағдаттың имамы түс көрді. Бағдаттың имамы түс көрді, жай бір простой жігіттің жәннетте жүргенін көрді. Ол имам таң қалды. Мен өмірімді білімге арнадым, өмірімді иманға, исламға, шариғатқа арнадым, бірақ мен өз-өзімді жәннетте көрмедім. Неге бұл жәннетте болды деп сол еркектен сұрағанда, еркек айтып берді. Мен үйге үйлендім, үйленгенде әйелім 5 айда бала туып қойды. 5 айда бала туып қойған кезде мен әйелімнің абыройын түсірем деп ойланып тұрмын да, қой деп баланы алып таң намазда мешітке келіп, мешіттің алдына қоя қойдым да мешіттің ішінде намаз оқып жатқанда бала жылады. Елдің бәрі далаға жүгіріп шықты. Ой, біреу баласын тастап кетіпті ғой деді. Сол кезде мен алдымда бұл баланы мен асырап алайын дедім де. Мен асырап алайын дедім. Сөйтіп елдің алдында бұл асыранды бала болды, бірақ негізі менің әйелім туған бала еді деді. Сөйтіп бұның айыбын жасырдым деді. Сол жасырған үшін Аллах Тағала саған жәннеттің орын берді. Сен оның айыбын ашып, сені бүйткенде саған аузын ашып тұрып, тағы бір жағын керіп тұрып күледі саған. Сен өз абыройыңды, егер сен онымен тұрмайтын болсаң, онда не қыласың абыройын ашып? Кеткен адамды абыроймен шығарып сал деп Аллах Тағала Құранда бұйырып отыр. Махрын қайтарып бер, сыйлығын берді, шығарып сал дейді абыроймен. Айғайласпа, дауласпа. Егер өмір сүргің келмесе, ал енді өмір сүргің келсе, онда аузыңды жауып, бір елі ауызға екі елі қақпақты қой да, тып-тыныш ары қарай өмірін сүре бер. Оның да қанын ішпе, өзіңнің де нервіңді жеме. Бұл бақытты жол болып табылады. Еркек әйелді бақытты қылады қашан? Еркек әйелді бақытты қылады қашан? Әйел мен әйел болып салғыласпағанда, еркек болған кезде Алла Тағаланың алдында оның дәрежесі де, мәртебесі өседі. Еркек өзін ұстағанда Алла Тағала қандай атып кеткен әйел болса да сен аяғыңа жығып береді. Тура сол сияқты менің қарындасым саған айтып отырмын. Сен қандай күшті болсаң да, сенің ерің қандай ақымақ, алқаш, оңбаған кім болса да, сен мықты болсаң, Алла Тағала саған аяғың астына жығып береді сол еркекті. Сен Құдайдан үмітіңді үзбе. Сен оны аяққа таптама. Ол сені таптаса да, сен таптама. Ол сенің үстіңе нәжіс құйса да, атаң айтқан, таспен атқанға аспен ат деді. Ол саған өмірін арнады, барын арнады. Еркектің сен өзің ханша болғың келсе, патша болғың келсе, әйелің ханша болсын десе, соны жасау керек. Біздің еркектер әйелдеріне рахмет деген сөзді айтамайды. Біз официанттарға айтамыз, больницада рахмет айтамыз, кафелерде рахмет айтамыз. Магазинге барып өзіңнің ақшаңмен бүйтіп ақша бересің, сол продавец саған жаңғақ бүйтіп салып берсе, алманы 1 килограмм сенің ақшаңа пакетке салып берсе, рахмет, үлкен рахмет деп айтамыз. Сол рахмет дегенде әйелің айтып көріп пе едің? Ертеңінде кешке тамақ пісіріп бергенде, тамағың кашасын жеп отырғанда сол кашаға рахмет айтып пе едіңіз? Жоқ, айтқан емес шығарсыз. Баяғы үйленер алдында гүл қайда берген, есікті ашып берген еркек қайда, жаным деп бетін сүйген еркек қайда? Жоқ қой қазір ол еркек. Не болды? Пойыз өтті ме? Адам өзгерді ме? Не болды? Сол өмір, сол әйел, сол тірлік. Демек сен өзгердің деген сөз. Аллах Тағаланың уәдесі бар хадис құдсида. Адам өзін өзгеріп кеткенше Алла басқа жағын өзгертпейді дейді. Алла сен өзіңді өзгертсең, Алла саған өзгертеді. Бір ғұламаның әйелі өте бұзақы, жаман, жезөкшелік дәрежеге жеткен кезде елдің бәрі айтады екен, мына жаман әйелді тасташы айналайын. Біз сені құрметтейміз десе, бұл байғұсты тастасам ешкім амайды ғой деп айтады дейді. Бұл байғұсты тастасам ешкім амайды ғой деп, соның өзін көтеріп, Алланың маған жазған деп, Алла дүниеге көтеріп кеткен. Сондықтан сіз рахмет деген сөзді әйелге айтып үйреніңіз. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтып отырмын, рахмет деп әйеліне айта алған. Сіз айта аласыз ба? Біз рахмет деп айтамыз қашан? Өлгенде айтамыз. Кафеде бүйтіп сөйлегенде айтамыз. Рахмет айналайын, маған 30 жыл әйел болып берді дейміз. Сенің ол рахметіңнен не пайда? Ол құлақ естімейді ол кезде. Сондықтан тірі кезде соны айтыңыз. Сол сияқты әйел күйеуге айтыңыз, рахмет сендей жар болғаныңа маған қандай адам болса ондай болсын, рахмет деп айтшы. Аллах Тағаланың атының біреуінің аты рахмат. Аллах Тағала саған рахметін сындырып береді. Ал енді сен оны көңілің толмайды, оны подружкаға айтасың, елге жамандайсың, ол айналып кеп саған жақсылық келмейді. Бір елі ауызға айттым, екі елі қақпақ. Адам аузынан табады. Сондықтан күйеуіңнің жарын ең оңбаған нәрсе еркектердің әйелінің біреумен обсуждать еткені, тура сол сияқты әйелдердің де күйеуінің біреумен подружкалармен мынаны істеді, әсіресе интимді мәселелерін айтқан адамды Құдай о дүниесінде, бұл дүниесін сорлы қылады, біліп алыңыздар. Ешқашан айтпаңыз. Қалай істейді, не істейді, не қояды, қандай ахуалы бар, бұл ешкім. Керек десе әке шешеңе айтуға праваң жоқ. Әке шешеңе айтуға праваң жоқ. Сен әке шешең сенімен талқыласатын бұл тема емес. Бұны мүмкін жынды болып екеуің төбелесіп баратсаң, психологтың алдында айтуға болатын шығар. Оның өзінде бүйтіп саралап айту керек. Нені айтсам болады, нені айтпасам болмайды деп. Сондықтан айтатын сөз бар, құрметті бауырлар, айтпайтын сөз бар. Енді Алла Субхана ва Тағала
Еркектің бақыты бар. Еркектің бұл дүниеде алаттаудай басында үлкен бақыт бар. Ол ақшаға алынбайтын, еш жерден сатып ала алмайтын, ешкімнен арендаға ала алмайтын, ол жақсы әйел. Құдай саған жақсы әйел берді ма? Қазақ айтады, қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді. Сол жақсылыққа да тәрбиелеген сенсің, жамандыққа да тәрбиелеген сенсің. Басында қандай болдың? 2-3 күнде өзгеріп кеттің сен. Сен басқа адам болып кеттің. Саған біреудің, маған көп әйел кісілер қайырылғанда, мына жерге жазған кезде таң қалам. Күйеуім намаз оқиды, өзі тамақ ішеді дейді кафеден, өзі қыдырады дейді, өзі киім сатып алады дейді, өзі мен үйден шығамаймын, не төркініме барамаймын, жұмыс істейін десем істеткізбейді, мен Аллахты қамап қояды. Сол ма сенің әділеттігің, сол ма сенің мұсылмандығың, жоқ сол ма сенің Алланың алдындағы салиха қазақ дегендегі абыройың сол ма? Қазақ ешқашан қазақ әйелді қорламаған. Не үшін қазақтағы бар әмеңгерлік қазақтан басқа ешқандай ұлтта жоқ, арабта жоқ ондай нәрсе. Неге? Сол әйелдің құрметі, сол әйелдің дәрежесі сол. Сондықтан Алла субхана ва тағала ол әйелдің бұл дүниедегі ең үлкен бақыты, ол оның қызметі, ол оның мәртебесі болады. Енді әйелдің де, ердің де бетіндегі сұлулық бұл мәңгі болмайды бауырлар. Бір күні қайтарады, мынау кетеді, жақсы әжімдері басы түсіледі. Оны қанша мына жағына тартып қойсаң да басқа жағын салбырап әйтеуір түбі қартаясың. Пайғамбарымыз алейхиссалам 53 жаста қартайса да, жастық әйелімен жүгірген болса, сенің жүрегің қартаймайды. Сол жүрегің қартаймаған, жүрегіңді қартаймаған мәселеңді сен сол әйеліңе бөліп беру керексің. Әйел болсаң, күйеуіңе бөліп беру керексің. Балаларды мен еркекпін деп бәріміз айтамыз ғой. Сенің еркек қып сені көтерген балалардың алдында бірақ адам кім көтерді? Әйелің көтереді, жаттап алыңыз. Егер сен 100 жерден миллион миллиардтап, сенің әйелің сен жоқ кезде басқаша айтатын болса, о әкелерің құрсын, алқаш оңбаған, ана жақта қатыны бар, тоқалы бар, бір нәрсе. Сені балалардың миын жей берсе, сен әкеліктен де айырылып қаласың. Тарихта орны қалған Сұлтан Сүлейменнің Роксолана әйелі Хуррем деген атпен танылған. Роксолана тұрған кезде, бесікті тербеткен кезде, Сұлтан Сүлеймен қасында тұрғанда түркше, арабша діни өлең айтып, күйеуі кетіп қалған кезде украинша хохляцкий өлеңдер айтқан. Украинка болған ғой, хохолка. Сонда не үшін сөйтіп айтқан? Ана өзінің табиғаты, менің, яғни сен жүрегімен сенбеген. Сол үшін соны сіңіріп кетті. Ақырында сол ойранын шығарды, патшалықтың ойранын шығарды. Міне сол сияқты сенің жарың саған дұшпан болмасын десең, сені еркек қылсын, сол әйелге жақсы қара. Сол әйел саған аманат Аллах Тағаладан. Үйленген кезде ана молданың алдында неке қиғанша жанымыз шығып кетеді ғой, не бөле оқып кетті, тезірек болса екен, тезірек ризасың ба десе, оңмайды құтпан оқ. Сол ризалықтағы сөз, сол уәде, сол сертіңіз иншалла бұзылмасын. Пайғамбарымыз алейхиссаламның уақытысында бір соғыс болады. Соғыс болғанда мұсылмандар жеңіледі, кәпірлер түсіп қалады. Кәпірге мұсылманның әйелдері түсіп қалады. Енді соғыста не болады? Киім жыртылады, ондай болады, мындай болады. Енді кәпірлер ана бәрін өлтіреді. Сонда ішінде 3 әйел қалған екен. 3 әйел тұтқында қалған. Бұлардың да өлтіреді кәпірлер. Өлтіргендегі ішіндегі бір әйелдің айтқаны бұл тарихта шеге болып қалып қалған екен, біздің аналарымыздың айтқаны. Қандай сөз айтқан білесіз бе? Әйел енді арманы не айтқың келеді дейді ғой. Мен барлығы ла иляха иллаллах деді, өле берді. Бір әйел айтты, ла иляха иллаллах айтам, мен бірінші бір өтінішім бар. Қандай өтінішім бар деп еді? Маған ине, содан кейін жіп берсіндер деді. Бәрі таңғалды, ине жіп не аласың деді. Сөйтсе жаңағы әйел бүйтіп жиналып отқанда, жаңағы бүйтіп жұлқылаған кезде киім бәрі жыртылып кеткен екен. Сонда мен қазір асып басым чапқанда мына денемдегі омырауым, абыройым көрініп қалмасын деп әйел адам ине жіп сұраған екен. Ине жіп сұрап, үстін жауып, сол күйде өлсем өле берейін деген екен. Мен ең болмаса өлгенде сойын. Айша анамыз қайтыс болған кезде айтты, менің денемді көтеріп шыққанда, ол кезде кілем жоқ, киіз жоқ, әшейін ақ бір қайдағы бір матаға орайды адамды. Сонда Айша анамыз бір көтеріп барған, өліп баратқан әйелді көрді да, табытты көтеріп барған. Мен өлгенде де осылай көтере ме деді әйелдерден. Иә деді. Онда мен ұялам деді. Сол күннен бастап әйелдерді табытқа салғанда үстінен қақпақ жабатынымыз сол. Табытты жауып тұратынымыз сол еркектер. Ешкімнің денесін көрсетіп, өйткені әйелдің омырауы бар, басқа денесі бар. Соны бүйтіп көрініп тұрмау керек екен. Әйелдің ар-намысы тіріде де құрметті, өлгенде де құрметті. Ал енді жақсы семья болмады, ажырасатын болдың. Ажырасатын болғанда сенен өтініш құрметті бауырым, және қарындасым сізге өтініш, жамандамаңыз бір-біріңізді. Біз ажырасып кеткен еркек сразу жүргіш болып шығады, біз ажырасып кеткен әйел сразу жезөкше болып шығады. Осы нәрселер бұл оңбағандық нәрсе. Одан кейін құда-құдағиларда жақсы болып ажырасыңыздар. Ажырасатын болсаң, бірақ ажырасу Құдайдың қаһары бар екен біліп алыңыз. Әбғада халала илаллахи талақ. Алланың алдында ең оңбаған нәрсе бұл талақ болып есептелінеді. Сондықтан Алла субхана ва тағала бағана айттым ғой, еркектер эгоизмді сәл жинап қою керек.
Әйелмен сөйлесу. Көп ажырасулар бізде ақша бермеді, киім бермеді емес, сөйлеспегеннен. Еркек адам сөйлеспегеннен. Ертең кетесің, кешке келесің, телефон шығып отыра береміз үйге келгенде. Сөйлемесе екен, аузын жапса екен, сен уақыт бөліп педің, аптасына бір күн әйеліңе бөліп беріп педің, сен қасында отырып әңгімелесіп беріп педің, соны істесең, сен мойнынан проблемаң түседі. Сен сол әйелді тыңдасаң, соның проблемасы күнде осы тақырыпты айта беремін. Неге? Өйткені бізде диалог жоқ. Әке мен баланың ортасында диалог. Сені еркек қылған, балаларының алдына бит кіріп келген кезде, балаларың тыпыр етпей тәрбиелеп беретін кім? Сенің әйелің. Енді сол әйел құрметке лайықты емес па? Үстіне бір киетін көйлекке лайықты емес па? Біздің алып берген қыста бір шубасы бар. Жазда шуба кимейді ол әйел. Болды, шубасы бітті енді. Соның 4 киімін 4 айда түгелдеп беру еркектің мойнында міндет болады. Жаттап. Бермейтіндер еркек емес, береді біз еркек. Бірақ берсе де қанын ішіп, мен бағып жатырмын, мен киіндіріп жатырмын, мен бүйтіп жатырмын, мен сөйтіп жатырмын деп қалқындырып өлтіріп қоюға дайын тұрады. Тоқалға кеткенді санамайсың, жезөкшеге кеткенді санамайсың, көшеде қаңғып кеткен, кафеге кеткен, ресторанға кеткен, одноклассник, подноклассник, ит чортқа келгенді санамайсың. Үйге келген балаңа, семьяға келгенді санауды қойыңыздар. Сол сияқты әйелдерге де қатысты бұл. Бұл тек қана еркекке емес, әйелдер жұмыс істейтіндер бар. Әйелдер жұмыс істесе, онда қылқындырып өлтіріп қоятын әйелдер жеткілікті. Тырнақты әйелдердікі еще қаттырақ батады. Өйткені тырнақтары ұзын ғой олардың. Сол үшін Аллах Тағаланың алдында тәрбие, парықты, сіздің дәрежеңізді көтеретін ол әйел болып табылады. Әйелдің көз жасы бар. Әйелдің көз жасы қияметтегі ең ауыр болған нәрселерден. Әйелдің көз жасын тоқтататын еркек болып табылады. Әйел қанша жыласа, соның көз жасын тоқтатып беретін бұл әйел. Әйелдің емі, әйелдің ауруы, әйелдің дәрті, ол оның күйеуі болады. Не ұрып жылатады, не ренжітіп жылатады, не бір болмайтын нәрсемен жылатады. Сондықтан бұл жылатқандар Аллахтың алдында сіз аманатқа қиянат қылып тұрсыз деген сөз болады. Білесіз бе? Әйел адам күйеуінің бір көйлегін жуса, мыңдаған күнәсі кешіріліп, мыңдаған сауап жазылады әйел адамға. Ол разница жоқ, стиральный машинамен жуды ма, стиральный машинасы үшін әйтеуір жуып берген үшін сондай дәрежесі болады. Әйел адам, пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, егер адамға сәжде етуге рұқсат болса дейді, онда әйелдер күйеуіне бас иісін деп бұйырады дейді. Яғни әйелдің кішкене дәрежесі, ер адамға ата-анам қазақ, атам қазақ айтпақшы, дәрежесі төмен. Сол төмен екен деп, оны төбенен жерге ұрып, жерге қағып, қазық қып кіргізіп тастаған еркектер бар. Бұл жақсылық емес, жақсылық нәрсе емес. Ұрып адам қылмайсың сен. Ұрасың, ертең күні Құдай саған өшін алып береді. Сен де бір күн ауырасың, дәретке шыға алмайсың, төсекке жатасың. Сол кезде сол қамшының ұшы саған кептеді. Ол кезде саған қатты тимейді, сен кезде сөзбен тыңдады. Сен оның етін ауырттың көп болса, ол сенің жүрегіңді ауыртады, асықпа. Сондықтан жүрегің тынбайды. Баяғыда бір жігіт, біреу айтады дейді, бір әйел. Енді баяғы сондай бір момын әйел екен, енді екі бөлек жататын заман болды ғой қазір енді. Негізі бірге жату керек. Сөйтсе әйелі бөлек жатады екен. Соң күйеуіне қараса, күйеуі нұрланып жатады екен. Сіз сөйлейін десе қорқады дейді, түнде қарайды, үстінде свет жанып тұрады екен да. Ой Алла, мына әулие екен ғой деп, түні бойы қарайды дейді, түсіне алмайды, бұл қандай әулие болып кеткен менің күйеуім десе, түнде ана одеялды жауып алады екен, просто телефон шығып жатады екен, телефон, сообщение жазып жатыр екен, Наташаға өлтіріп. Сол жазып жатқанда ана светіменен әйелге баяғы нұр шашып тұрған сияқты болып көрініп қалған екен. Міне біздің әйелдердің даралығы, тақуалығы сондай дәреженің өзіне сенген екен да, ой мына бір әулие болып қалды ғой деп. Бірақ шын мәнінде сенің берекең, сенің тақуаң, сенің жақсылығың, бақыт, бақ, дәулет әйелге қонады, жаттап алыңыз. Сол әйел соны ұстаса, еркекке дариды сол нәрсе. Сондықтан ісім алға басты нәрсе, балаларымның алдында абыройым жақсы болсын сен тұрып намазда әйелің артыңда саған үйіп, балаларың одан ары қарай үйіп тұру сол шешенің қолында болады. Жаттап. Еркек қанша жерде мықты болып жоқса, әйеліңді сындыра алмайсың сен. Оқыса да ойы басқа жақта болады. Сен кеткенде орамалды лақтырып жібереді ары қарай. Мына жақта болмайды ол. Сол үшін сен оны Құдайдан сұра. Аллах Тағаладан сұра, және шынайы мұмин мұсылман еркек бол. Сол саған лайықты болатын еркек бол. Сонда сені иншалла Алланың алдында дәрежесі оңай болып қалды. Қазір бізде жаңа айтып отырмын, телефон, ұйықтағанда да телефон еркекті. Бізде телефонды өшіріп, бағана айттым ғой, қойып қою керек деп. Бізге телефонды өшіру емес, әйелді өшіру оп-оңай. Телефонды өшіру проблема бізге. Әйелді өшіру, жап аузыңды дейсің, болды. Ол да баяғы қорқады, сразу аузын жаба салады, құрсын бәлесінен Аллах деп. Қашанғы қорқытасың? Қашанғы қорқытасың? Қашанғы абыройың өсіп тұрады? Қашанғы дәрежең тұрады өсіп? Bir күн болмаса бір күн сорлап қаласың. Сол кезде сен аузын жап дедің ғой. Сен ол кезде саған айтпайды. Сөзімен көзімен қарағанда сен сразу аузың жабылатын болады, асықпа. Сондықтан Алла субханала тағала сіз жоқ кезде әкенің, баланың, жаңа айттым ғой, әкеге деген махаббатын сол шеше үйретеді. Сол шеше тәрбиелеп береді.
үйдегі мәселе, балалардың оқуы, анда санда сұрап тұрыңыз, анда санда хабарласып тұрыңыз. Сен әйелді бақытты қылу, егер еркек исламда болса, шынайы мұсылман болса, әйелі бақытты болады. Әйел таза исламда болса, күйеуі бақытты болады. Әйелі мен күйеуі исламда болса, онда олардың балалары бақытты болады. Балалары исламда болса, әке шешесі бақытты болады. Сонда бұл таза имани, ислами, Алла қосқан үлкен бір мәртебелі жанұя, Алла қалаған нәрсе болады. Бізде әйелді ұрудан да ауыр нәрсе бар, білесіздер ме? Әйелді ұрудан да, әйелді соғудан да ауыр нәрсе бар. Ол не нәрсе? Оның көңілін ренжіту, оның көңілін аяққа таптау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үш нәрсемен ойнамаңдар деді: неке, талақ және айтақ. Осы нәрсемен ойнамаңдар деді. Сол неге үшеуін айтты? Өйткені Құдаймен ойнама демейді, пайғамбар Құранмен ойнама демейді. Неге үш нәрсемен ойнайды? Өйткені үшеуінің артында адамның тағдыры тұр, адамның өмірі тұр, адамның өмірі тұр. Мен сенімен ажырасам, мен сені құртам, мен сені кет, жоғал, көргім келмейді деген сөз бізде стандартный сөз болып қалды еркектің аузындағы. Әйелдің аузынан айтса пайда, ол әйел адам бола береді, адам сөйлей береді бапылдап. Сен тұрмақ, сенен мықты болған. Пайғамбарға әйелдер сөйтіп сөйлеген. Хазірет Омарға сөйтіп сөйлеген. Омардың алдына келіп біреу әйелін шағымдап келген кезде, Омардың әйелі Омарды сковородкаға салып қуырғанын көріп, ауыз ашылып қалған. Мынау батыр Омарды әйелі сындырып жатыр екен ғой деп таң қалып қалғанда, сөз таппай қалған, не айтарын білмей, не айтарын білмей қалған. Сенен мықты Омар сондай болған, сенен мықты пайғамбарымыз алейхиссалам сондай болған. Сонда Омар келіп пайғамбардың әйелдерін айғайлайды екен, өйткені пайғамбардың бір әйелі Омардың қызы болған. Ей әйелдер, пайғамбарды ренжітпеңдер деп пайғамбарымыздың өзі сол моментте сондай болған. Яғни бұл оның еркектің әлсіздігін көрсетпейді. Сен ойлап қалма, достарыңның алдында, кластастарың алдында, туысқандарың алдында қатыныңа боқтасаң, қатын деп команда берсең, сенің духың көтеріліп, авторитетің мықты болып кетеді деп ойлама. Тура сол сияқты әйелдер, егер сендер күйеулеріңді аяққа басып, туғандарыңның ішінен оның дүниесін ұрлап, сіңіліңе, шешеңе ұрлап беретін болсаң, сол сенің мойныңа, сенің әке шешеңнің мойнына от болып жабысады, жаттап ал. Күйеуіңнің рұқсатынсыз бір тиынын аламайсыз. Бір тиынын аламайсыз. Сіздер ойлап қалмаңыздар, еркектердің бәрін төмен түсіп, мына молда жақсы екен, әйелдің бәрін космосқа шығарып жіберді деп. Жоқ, олай емес. Әйелдің де өзінің орны бар, Алланың да орны бар. Мына сіздерге көп нәрсе байланысты дедім ғой. Әйелге көп нәрсе. Еркек адам дүние тапқанда, әйел адамдар кішкене еркекке шүкір айтып тұру керек. Бізде сондай нәрсе жоқ. Әйелдердің бізге духы жетпейді. Еркек жұмыс істеп, байғұс өліп, талып, бит, құлап түседі. Бізде әйелдер бүйтіп, тапқаның осақ па? Ана сұлтанның, Рабиғаның байы көп табады екен. Сонда Рабиғаға тиіп алуың керек пе? Соның байына сен, немесе мен анау баяғыда кімге тиіп алуың керек? Тұрсынбек Қабатыққа, немесе анаған күшті болып звезда болып кетер едім деген. Алла тағала пешенеңе жазғанына шүкір қыл сен. Сен сол жаққа барғанда бақ болар ма еді, тозақ болар ма еді, өлігің шығып кетер ме еді, Құдай біледі ол жерде не болып кетер еді. Сондықтан сұрақтар тоқтай тұрыңыз. Сондықтан Аллах субханала ва тағала, құрметті бауырлар, қарындастар, Аллах әйелдер еркекке кішкене дух беріп тұрыңыздар. Еркектер соны жақсы көреді, кішкене газ басқанын жақсы көреді. Тұз жоқ, нан жоқ, анам жоқ емес. Молодец, еркек. Біздің еркекке ешкім жетпейді. Менің күйеуіме ешкім жетпейді десең, еркектер қазір құлақпен тыңдаған жақсы көріп қалды. Сен соған дух беріп тұр. Сен кейде көтеріп жерге бірақ ұрсаң болады сол кезде. Сразу көтеріп жүрме. Анда-санда көтеріп, анда-санда бүйтіп көтеріп, бүйтіп калибат етіп тұрсаң, еркек жақсы тренированный болады, Құда қаласа. Сондықтан Алла субхана ва тағала әйел адамның маған намаздың уақытын айтқанына рахмет. Мен онсыз да көріп отырмын, маған алақыспай ақ қойыңыз. Сондықтан бақытты жанұя интернетте болмайды. Бақытты жанұя Инстаграмда болмайды. Бақытты жанұя деп қазір Инстаграмда салып атқандар бар ғой. Мен аттарын айтпай ақ қояйын. Біразының семьясына мен кіріп көргім. Біразының семьясына. Ана суретке бүйтіп түсіп, күйеуімен бүйтіп түскендер, ішіне аралассаң бар ғой, бірін боқтайды. Ана елге показухаға суретке түсіп, чуть ли сүйісіп атқандарды көресіз. Жүрегімнің ішіндегі клапанның ішіндегі құлағымның перепонкасы дегендердің бәрі жай далбаса нәрсе. Ондайға қызықпай, сондайға қызығып, менің байым мынандай, мынаның байы мынандай, мынаның әйелі, бұл далбаса нәрсе. Құдай саған соны бақ қып берді ма, соны бақ қылу да, тозақ қылу да сенің ихтиярың. Аллах Тағала саған бергені. Сондықтан соны көтеріңіз. Аллах Тағала сонда сені көтереді. Еркек топырақтан жаратылған. Еркек сырттың адамы, үйдің адамы емес. Еркекті үйге кіргізіп, үйге қамап қойсаң, еркек саған басыңа жау, сені өміріңді талқан шығаратын адам болып қалады. Сондықтан әйел адамның дәрежесі бұл өте жоғары Алланың алдында. Қыз кезінде оны әке шешесі асырайды. Күйеуге тисе, күйеу асырайды. Күйеу өліп қалса,
бауырлар асырайды. Бауырлар ол өліп қалса, баласы асырайды. Әйтеуір әйелдің асырауы бұл комфортный өмір сүретін әйел. Аллах Тағала бұл дүниесін, о дүниесін беріп қойған. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әйелдің жәннетке баруы оп-оңай деп айтады. Әйелдің жәннетке баруы оп-оңай деп айтады. Неге? Өйткені әйел адам күйеуіне Алланы таныса, Алла пайғамбар құлшылық жасаса, күйеуіне итағат қылса, 8 жәннеттің 8-інің қалағанынан кіріп кете берсін дейді. Қалағанын адамын алып кірсін дейді. Еркекке ондай емес, еркекке проблема көп, жауап беретін нәрсесі толып жатыр. Сондықтан әйелге ең жақсы комфорт. Жер бетінде заң бар ма, мемлекет бар ма? Әйелдердің етеккері келген кезде жұмысқа шықпасын деген заң бар ма? Министр болмақ түгіл, президент болсаң да жұмыс істей бересің. Әйел болсаң, етеккерің келді ме, келмеді ме, ешкім қарамайды. Аллах Тағала сіздерді демалысқа шығарып қояды. Ораза кезде ораза ұстамайсың, намаз оқымайсың, Құран оқымайсың, аяғыңды көтеріп комфортын жатасың. Күйеуіңнің тамағын істейтін шығарсың. Болды. Бұл сіздерге Алланың жақсы көргенінің, Алланың жеңілдік бергенінің дәрежесі. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала мемлекет мына мұсылман, араб, Кувейт барлық мемлекетте әйелдерге ақша төлейді. Специальный әйелге пособие төлейді. Не үшін? Әйел болған үшін. Просто әйел болып туылған үшін оған ақша береді. Бізде ақша алу үшін бәленбай бала туып тастау керек. О баланы бағамай жүру керексің қаңғып, сол кезде саған берсе береді, бермесе қолыңды қайырып апарып қамап тастайды. Сондықтан бізде ол кішкене әлі жетілмеген. Иншалла біз келеміз ол нәрсеге. Сондықтан біздің дініміз Құда қаласа осы нәрсені көтереді. Сіз дінге болыңыз, сіздің дәрежеңізді Аллах Тағала өзі көтеретін жеріне иншалла көтереді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыз, айттым, ең құрметті нәрсені Айша анамызға жасады. Енді бір-біріне міндеттермен аяқтағым келіп отыр. Мәшһүр Жүсіп, қазақтың ұлы данасы, пайғамбарымыздың сахабасы, пайғамбарымыздың өзі адам атадан бергі емес, кешегі біздің ұлы, біздің жайсаң бабамыз Мәшһүр Жүсіптің сөзі мынау екен. Мәшһүр Жүсіп бабамыз қыз балаға 5 нәрсе зару деді. 5 нәрсенің білімін алсын, 5 нәрсеге қыз бала талпынсын деді. Бірінші, иманын сақтасын деді. Жүрегіндегі иманын сақтасын деді. Екіншісі, ақылын сақтасын, болмайтын нәрсеге құштар болмасын деді. Үшіншісі, жан сақтасын деді, денсаулығын күтсін деді. Одан кейін барып тұрмысқа шыққанда күйеуінің малын сақтасын деді. Егер әйел күйеуінің малын сақтаса, онда ол абырой болады. Біздің көп аналарымыз, көп қарындастарымыз шын мәнінде күйеуінің дүниесінің жанашыры. Ішіндегі санаулысы атып кеткендері болмаса, қалғандардың бәрі сондай. Мен оған кепілдік дәлел келтіріп бере аламын. Базарға еркек адам нерві шыдамайды. Әйелмен бірге жүру. Барса алдына кетіп қалады, 4-5 метр ар жақ кетіп қалады, өзінше қаңғып кетіп қалады. Әйел жүреді. Не үшін жүреді әйел? Анамен саудаласады, ана қыздың миын жейді, мынау размері мынандай дейді, әйтеуір бірақ тауып алады. Не үшін? Сол сенің күйеу тапқан ақшаңды экономдау үшін, сенің тапқан өліп тапқан ақшаңды бүйтіп лақтырып дей салу үшін емес. Енді сондай әйелдер, мықты болған әйелдерге риза боламын да, бірақ сондай әйелдің көтеріп тұрмын ғой сіздер, қазір жерге бірақ ұрам, тыңдап алыңыз. Соншама экономдап тапқан ақшаны бетіңдегі бір май үшін аласың да 45 мың теңге санап бересің. Мына кірпікті жабыстыру үшін күйеуіме жақсы көрінем, күйеуге де жақсы көрінсең мейлі ғой, басқа біреуге жақсы көрініп, күйеуінің өліп талып тапқан ақшасын қайдағы бір нәрсеге лақтырып жібересің. Дұрыс, әйел адам жақсы киім кию керек, әйел адам керемет киім кию керек, күйеуінің алдында жақсы әтірлер сеу керек. Еркектер де әтір сепкен кезде маған ұнайды деп емес, әйеліңізден сұраңыз, саған ұнай ма мынау иіс? Өйткені құшақтап иіскейтін сол сені. Аузыңдағы састық темекіні иіскегісі келмейді, әйел тұрмақ періште иіскегісі келмейді, құсқысы келеді сенен. Сондықтан былай қарап тұрып сөйлейтін сол. Кішкене арырақ тұрамыз да бәріміз. Мына маска киіп жанымыз қалып жатыр, әйтпесе жүрегіміз айниды. Сондықтан темекі шегу, ауыз қуыс таза ұстау еркекке парыз. Сол сияқты әйелге. Енді еркектер темекі шеккені көңілімізді өзімізді үйреніп, енді біздің әйелдеріміз, қарындастарымыз темекі, осындай кальян, бір нәрселерден аулақ болуларыңыз, ішкіліктен, бұл нағыз аналық сіздердің үлкен миссияларыңыз. Құдайдың бұл дүниеде де, о дүниеде бақытты қылған нәрселеріңіз. Енді біз байлыққа, дәрежеге жүгіретін заман болды ғой. Қазақтың бір жақсы сөзі бар. Байдың қойнында қалтырап, мынауын берем екен, бермейм екен, тиісем екен, соғаларға айтылған. Байдың қолтығында қалтырағанша дейді, кедейдің қолтығында құтырып жүрген жақсы дейді. Байдың қолында қалтырап, дірілдеп, соған тәуелді болғанша, сіз соған қайта кең жерде болыңыз деген сондай болады деген. Аллах Тағала сондай нәсіп етсін. Енді еркектің әйелдеріне міндеті. Еркектің әйелге міндеті мынау болады. Әйел
әйелге мүмкіндік туғызып беру керек. Әйелдің басында үйі болу керек, чатыры болу керек. Кухнясы, ваннасы, жуылып шайылатын дәрет отдельный болу керек. Бізде әйтеуір әке-шешесімен тұрған кезде бір кухнясы бар бәрінің. Біздің мамаларының, яғни сол келіннің енесі, сенің анаңның бір алюминиевый кастрюлі бар, тесілмейді, бәле болса кастрюль. Сол кастрюльге таласады, анау өзінің ыдысаяғын алып келіп істегенсе, анау кастрюльмен істейді. Сөйтіп мен пісірем, сен пісірем деп, екі ортада сен еркектік жасап бере мағаннан кейін, қайсының сөзіне білмей, екі ортада бір кастрюль бәле болды. Соны ертеңін семьясының быт шығарған, осы сіздер еркектер жауаптысыздар осыған. Соны бөліп, басын ашып беру еркекке міндет болады. Бұл бір. Екіншісі, әйеліңе тәлім тәрбие білім беру еркектің міндеті. Ол жанұядан көрді ме, көрмеді ме, оқыды ма, оқымады ма, еркек сен білімдісің, сен көшеде қыдырып жүрген адамсың, сенің әйелің интернет көріп отыр көп болса. Сол сен білген біліміңді әйеліңе үйретіп бере алмасаң, ұстаз жалдап бер. Мен 100% айта аламын, еркектердің, көп тыңдап отқан еркектердің, тыңдайтын еркектердің әйелдері машина айдағысы келеді. Ешқандай еркек, 99% еркек өзінің әйеліне машина үйрете алмайды. Неге үйрете алмайды, білесіз бе? Нерві шыдамайды да. Бірақ Наташаның, жаңағы бір басқа ұлттың қыздарының шашын жайып алып тұрып машина айдағанда, күшті айдайтын сияқты болып тұр. Оған еще жол бересің сен. Оған поворот жақпайды, ол алдыңа келгенде қата қаласың орнына, өтіп кетсін. Соның бит іздірғанда мәз боласың да, соған жол бересің. А сенің әйелің зарлым отырса, бір жалмауыз, бір маймыл отырғандай болады да, оны боқтап, ай былай емес деп қылқындырып өлтіріп қоясың. Солай ғой, расында солай ғой, солай. Сондықтан сен соған білім беру, мейлі машина айдау, мейлі үйрету, тәрбие, шариғат, дін білім үйрету, бұл еркектің мойнындағы міндет болады. Үшіншісі, тамағын тауып беру. Тамақтың ішінде адал тамақ тауып беру сенің міндет. Сахабалар айтады екен, сахабия әйелдер күйеулеріне, сендер маған адал тамақ алып кел, ей күйеуім, адал тамақ алып келмесең, мен тозаққа жанғым келмейді, сен тозаққа барғым келмейді, мен білмеймін, сен маған адал тамақ әкеліп бер. Мен бұл дүниеде аштыққа шыдайтын шығармын, бірақ тозақтың отына шыдамаймын. Сондықтан маған адал тамақ әкеліп берші деп әйелдер сұрайды екен. Сен жұмыс істеп тапқан дүниең адал болсын, семьяға алып келген адал тамақ тауып беру еркектің міндеті болады. Төртіншісі, зұлымдық етпеу. Әйелдерге шамасы жетпеген нәрсені, флякты көтер, диванды жылжыт, үйдің бәрін әктеп тыста, тастың бәрін жина, растворды жина, малдың боғын тазала, ауылды жерлерде. Осының бәрі бала шағаны сен асыра, сен мойында, сол жоқ, ондай сен мойында емес. Ол сен оның мойында емес. Сондықтан теңдей бөліп ал. Пайғамбардан артық емессің, тағы айтам. Пайғамбарымыз алейхиссалам қыздарын өзі тәрбиеледі. Пайғамбарымыз алейхиссалам өзі жасады. Әйелдерін болып әйелдің құрметтеді. Маңдайын сүйіп көріп пең әйелдің. Білмеймін, үйленгенде сүйген шығарсың енді, бірақ үйленгеннен кейін гарантия беремін, ешкім сүйген жоқ. Бізге бір түрлі болып тұрады да, мен сүйіскен. Сүйесің бе сен? Бір түрлі екен. Даже жаным деп айтамайсың ғой. Жаным деп айтамаймыз. Біз оны жаным дегенде ана машина бір орамал таққан бір қарындасымыз айтады, менің күйеуім дейді. Мен де орамал тақтым дейді. Екеуміз машинада кетіп бара жатсақ дейді. Менің күйеуім басқа көшеде ана орамал таққан қызды көрсе дейді, мына руль қалады дейді. Есі алып, о, машалла деп есі алып қалады дейді ананы көріп. Еркек сондай не істейсің енді. Соны бірақ сөйтсе де машалла ана қасыңда отыр, жаныңда отыр. Соған машалла деп айтсаң, альхамдулилла, сол машалла болады, и плюс ана Маша и медведь деген сол Маша болады. Одан кейін қатесін түзетіп насихат беру. Қатесін түзеткенде арын төкпей, намысын төкпей, издеваться етпей, прикол ұстамай, абыройын түсірмей, оның жет атасын тұқымын чулатпай, қатесін түзету керек. Айтып, мына жер былай болады, мына жер былай. Бірақ енді біздің еріміз шыдамайды. Сол шыдамаса да, соны шыдасын деп айтып жатырмын да, сондай болу керек. Шыдай алмасаң да ұқсап бақ дейді қазақта. Әйтеуір өзіңді соған талпындыр, өзіңді соған сондай нәрсеге жобалат деген әңгіме. Бұл енді әйелдерге, еркектерге қатысты. Ал енді еркектердің бәрін міне осындай. Енді құрметті менің қарындастарым, менің апайларым, сіздердің де міндет бар. Сіздер енді отырып алып, бейтіп жақсы болды, мына еркектің бәрін сындырып берді деп ойлап қалмаңыз. Енді осы жерден эфирден шығып кетіп жүрме, доказа тыңдаңыз енді. Енді сіздерді көтердім, енді ары қарай төмен, кішкене біраз баланс сияқты газдарыңызды кішкене төмен түсірейік. Еркек адам дүние тауып, естімеген сөзді естіп, бастықтан нерві қайнап, жынданып келген кезде, ең болмаса сен оған пана болшы. Сенен жақсы сөз естігісі келеді. Сенен бір мейірім көргісі келеді.
Сен кірген қойда бас саласың. Ақша жоқ, киім жоқ, не таптың бүгін, не алып келдің, қайда барамыз? Мен төркініме барады, той келе жатыр, ана жақта 20 той келе жатыр. Проблемаң бітпейді бұл. Сенің ата-бабаң, менің ата-бабам бітіре алмаған проблема бұл бітпейді. Сәл қоя тұр. Бір кішкене тамағын бер, салатын бер, құшағына кір, жақсы сөзіңді айт. Содан кейін барып, жақсы әтірлеріңді сеп, үстіңдегі киімдеріңді түзет, үстіңде бар киімін айналып билеп бер. Содан кейін барып, соны мәмілеңді айтсаң, сол кезде еркектің құлағына кіреді о нәрсе. Бір. Екіншісі, еркектің абыройын ешқашан түсірмеңіз. Сенің ата-бабаң, құрметті менің қарындасым, аяулы менің әкпем, сіз біліп алыңыз, есіңізде шығар, мен сізге естеріңізді салып берейін. Сіздің ата-аналарыңыз еркектің көйлегіменен ешқашан трәпкі жасамаған. Еркектің көйлегін пол сүртпеген, еркектің көйлегін ешқашан дәрежеге жеткізмеген. Мен анық есімде бар. Бір қарындастың етеккірі келіп, сонда керек нәрсе таппай қоятын, сонда денесіне өтпесін. Күйеуінің көйлегін жуа салам ғой деп көргенде, сол әйелді дүре соғып тұрып аталарымыз сабатқан екен. Еркектің дәрежесі оның көйлегінде тұлады. Еркектің киімі абыройлы басында болады. Сол үшін еркек адам бас киімін ешқашан сыйламаған қазақта. Неге? Ол оның үйдегі әйелінің ары намысы болған әйелінің жуып тазалап үстіне кигізіп берген ақ көйлегі, үстіндегі ақ жейдесі, үстіндегі ақ нәскиі немесе берген кез келген киімі, бұл сіздің еңбегіңіз, сол сіздің міндетіңіз болады. Еркектердің, мықты еркектердің бүйтіп түріне қарасаң, мына көйлегінің жағасын көріп, қолының тырнағын көрген кезде, бұл әйелдің мықтылығы болады. Егер әйелдің еркектігі, әйелдің үстіндегі киімі таза болса, еркектің, бұл әйелдің абыройлығы, әйелдің намысқойлығы, әйелдің мықтылығы болып табылады. Еркектің мықтылығы емес. Еркек қанша жерде мықты болып аспан тіреп кетсе де, оны шешетін әйел болады. Қазақ жақсы айтады, дүние таппайтын еркек болмайды, оны құрарын айт. Бала тумайтын әйел болмайды, тұрарын айт дейді. Сондықтан сіздер соны келесі сіздердің міндеттеріңіз. Еркектің әке шешесі, оның анасы бар. Ол байқұс анасын жақсы көреді. Сен де анамын деп отырсың ғой, ол да анасын жақсы көреді. Соның анасын өзіне ешқашан жамандамаңыздар. Ол анасы, ол оны жақсы көреді. Дұрыс, оның қателігі болуы мүмкін. Ол баласын жақсы көргенде қызғанып, сенен төсегінде қызғануы мүмкін. Бірақ қызғанса да, құрметті менің қарындасым, ол соның анасы, ол жақсы көреді анасын. Сен де балам деп отырсың ғой, соны жақсы көреді. Дұрыс, ол ана кейде шектен шығады, кейде былай деп, соны бетіне баспаңыз. Сені мамаң маған бүйтті деп баспаңыз. Ол не сені қимайды, ақырында бір жасау керек болады да, не анасынан безеді, оған да сен кінәлі боласың. Сені тастайды, оған да сен кінәлі боласың. Сондықтан жібермеңіз ондайға. Дұрыс, мәңгі ештеңе жоқ. Алдыңғы толқын ағалар. Өмірі жетсе, Алланың алдына кетеді. Өмірі тоқтаса, Алланың алдына. Бірақ сіз сәл сабыр шыдаңыз. 64 жастағы мен бір жерде көріп, маған бір кісі келді, 64 жастағы шал келіп ажырасам дейді маған. Қанша жыл әйел болдыңыз десем, осындай бәленбай жыл әйел болған әйелмен ажырасам дейді. Сол бірінші әйелімен айтсам, не болды? Осындай ажырасам. Мен айттым, енді 64 жыл шыдапсыз, енді тұрыпсыз. 64 келіпсің, сенің әйелің де бір 50-дің үстіне ұрып тастады. Енді ар жағында 50 жыл өмірім жоқ қой, енді кашей бессмертный емес шығарсың. Ар жағы не болады десем, не болады ар жағы? Шыдасаң өзінде кететін шығарсың бір жағына. Или былай боласың, или былай боласың. Ажыраспа дедім. Сол сияқты сізге көп нәрсе байланысты. Енді сіз күйеуіңіздің ар намысына тиіспеңіз. Еркек кейде өзін ұстай алмай сені жақын көреді. Әйелді жақын көреді да сырын айтады. Біздің көптеген әйелдердің ақымақтығы сол сырын подружкаларына айтады. Еркек айтпайтын жері бар, еркектің ұстайтын жері бар. Бірақ кейбір әйелдер сәл эмоцияға беріліп, жақсы анау сенімде жүрген подружкаларына сырын қаттырақ айтып қоятындары бар. Менің күйеуім былай қылады, күйеуім мынадай, күйеуінің абысының, жаңа күйеуінің әпкелерін, қайын сіңілілердің семьяға кірісі ол басқа нәрсе, оны қазір соңында айтып өтем. Бірақ сөйтсе де сен ата-анасын сыйлауға міндеттісің. Ұнамай ма саған, қатты сөйлей ме, жақсы сөйлей ме, сәлемі қазақ сәлем салған. Қазір біздің келіндер кекірейіп қалдық қой бәріміз, қолымызға жаңа оқтау жұтқандай болып енді кекірейіп жүре екенсің, жүре ғой, бірақ сен жамандамашы. Еркектің жүрегін аяққа баспашы сен. Сен бассаң, сенің балаң ынжық болады, біліп алыңыз. Енді екеуіңіз ұрыстыңыз, әртүрлі нәрсе болды, еркек үйден шығып кетіп қалды. Сен балаларыңа жамандама. Шешенің сөзі балаға қатты өтеді. Ананың сөзі баланың жүрегінде мәңгілікке қалып қоятын сөздің біреуі сол. Жамандама. Сенің әкелерің осындай
Ол тоқал алмақты көр, маған десе сол жаққа жатып өліп қалсын сол шаңырақта. Соны айтуға болмайды. Не қыласың оны? Өз абыройыңды өзің төк. Демек, проблема сенен де бар деген сөз. Сені ешкім мақтамайды одан. Өз сондай болған. Жақсы әйелден бай қашама дейді қазақта. Өзді оңбаған ғой деп сені мақтамайды, сыртынан жерге алып жерге салады. Сондықтан өз әбиелімізді өзіміз төкпейік. Ол сені Құдай қосқан жарың. Соның жақсылығын асырып жібер, жамандығын жасырып қой. Бір әйел мен күйеуі қатты ұрысқан кезде әйел жылап жібереді. Енді әйел көп эмоцияға берілгіш, әйел жылайды. Жылаған кезде Алланың қалауы шығар, сол әйелдің екі бауыры үйге кіріп қалады. Әп қарындасымызға кіріп шығайық деп. Қараса, қызы жылап отыр, қарындасы. Сонда ең дана, мықты әйел жылағанын көріп, енді екі бауырдың былай несі көтерілген кезде, не болды, неғып жылап отырсың десе, мен сіздерді сағынып отырып дұға қылып едім, Құдай-ай, тілегім қабыл болып екеуің кіріп кепсіңдер ғой. Соны көріп жылап, жаным-ау деп көз жасын сүртіп екеуін құшақтап кетті. Бұны көрген мына жақтағы еркек, сорлы еркек деп айта берейін, әйелдің даналығына жығылған екен. Ой, менің әйелім ақымақ екен ғой. Мен ақымақ тауып болған екен. Эмоцияға менің әйелім ақылды екен ғой. Әйел түсінеді, еркек те түсінеді. Бірақ біздің түсінетіміз, орысша айтқанда, поздний зажигание біздікі. Кеш түсінеміз. Сол кеш түсінбей-ақ, уақытысында түсініңіздер. Келесі. Бағана сөзім ішінде айтып кеттім. Дүниесі. Дүние кейде табады, кейде таппайды. Дүние тапса еркек болып, дүние таппай телевизор көріп жатып алса, оны чұқымаңыз. Оның жәнін жемеңіз. Ол өзі әрең отыр үйде. Ол өзі сыймаған үйге. Еркек сырттың, сырттың адамы. Топырақтан жаратылған. Ол сыртты аңсайды. Сол сыртқа кеткісі келеді. Көңілі дала деп тұрады. Сол дала деп тұрған еркекті енді сіз соған демеу болыңыз. Қожа Насыр түгі жоқ, нөл, қайыршының қайыршысы нөл болған Қожа Насырдың әйелі еркекті үйден шығарып жібереді екен. Барып қожеке жүріп қайтыңыз деген кезде, сонда еркек шығып кетсе, сенің кастрюлің араласпайды, тамағың араласпайды, сенің жерменің араласпайды, киімің араласпайды. Еркек жата берсе, сенің ары жүресің, бері жүресің, сенің фигураң ұнамайды, түрің ұнамайды, жүрісің ұнамайды, сасық боласың. Әйтеуір проблемаңды табады. Сол үшін үйден шығарып жіберіңіз, абыройыңызды көтеру керек. Келесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тыйған нәрселердің бірі бетіне айтпаңыз. Мейлі әйел бол, мейлі еркек бол. Біздің әйелдердің, мынау мен бекер айтқан жоқпын, мына жақта флешкаларыңызды күніне бір-екі рет форматировать етіп тұрыңыздар. Сен баяғыда бүйтіп айтқансың, баяғыда бүйтіп, бұл еркектердің памяти слабый болады. Енді қатын болып кеткен еркек болмаса, анша-мұнша еркектің памятіне шығып кетеді ондай нәрсе. Әйелдер де жақсы болады. Сен баяғыда бүйтіп айтқансың, маған бүйтіп айтқан, сон мен мамам келгенде бүйтіп айтқансың. Соны бетіне баспаңыз. Ұмытыңыз сіз. Сіз ұмытсаңыз, Құдай тағала сіздің бір күнәңізді ұмытады. Деген хадис, осы жерге сен біреудің айыбын жасырсаң, күйеуіңнің айыбын жапсаң, Алла сенің айыбыңды жабады. Мың топ айыбымыз жетеді бәріміздің. Талай нәрсе өтіп кетті семьяда. Сол нәрсенің барлығын Аллах Тағала жапқан күйде жауып тастап қояды. Сондықтан Алла субханала тағала міндетті болады. Енді еркек адам әйелді қинамау керек. Егер әйел адам қиналып тұрса, міндет қылмай, айғайламай, жай айтсаңыз, менің ауырып тұрмын, денсаулығым көмектесе, енді жауыз, білмеймін, фашист Гитлер болмаса, анша-мұнша еркек әйелін өтіп құлдыққа салмайды. Әйел құл емес, жаттап алыңыздар. Әйел құлың емес. Ол сені аманатқа, балаларымның аманаты деп алдың. Осы жерде осы сөзге бір қосымша. Еркекке әке шешесі әйеліңді таста, әйтпесе мен риза емеспін десе, әке шешесіне қызмет жасай береді, әйелді тастамайды. Тура сол сияқты қарындастар, сіздерге аналарыңыз мына күйеуіңмен ажырас, бұндай күйеу керек жоқ, тупой, алқаш, ақша таппайтын күйеу, таста бұны, саған басқа бай тауып береміз десе, ақшамен сатып алып береміз деген бәлелер бар қазір. Жоқ, сол мені қосқан Құдай берген бағым дейсің да, соны ары қарай алып кетесің, алып кете бересің де, әке шешеңнің айтқаны орындалмайды. Басқа кезде әке шешеңді орындасаң орындап қал, бірақ сол моментке келген кезде орындамаңыз. Еркек адам. Әйел ерегіскенде мен кетем, маған талақ бер дейді. Сол кезде талақты бермесен. Талақты ұстап тұр. Енді басқа уақытта бермеген нәрсеңді, талағыңды сразу бере салма, ұстап тұр талағыңды. Бұл Алладан саған берген үлкен жалау, ең үлкен туың сенің байрағың бұл. Сенің еркек болып тұрған жерің осы. Сол талақ Алла сені көтерді. Айт, мен саған талақ бермеймін де. Мен сені жақсы көремін де. Мен сені жіберемін де. Ашуыңды бас, далаға шық, жүр,
Қайтып кел, нервің көтеріп тұрса, жерді теп, стенаны теп, әйтеуір қолың сындыр, аяғың сындыр, сөйтіп үйге кел әйтеуір. Келді, қайттан түк болмағандай орын жауып өмір сүріп кете бер. Жаман да болса да ағамыз жақсысын қайдан табамыз деді. Келесі. Әйел адамды, еркек адамды, әйел адамда бірін-бірін тыңдаңыздар. Екеуіне де қатысты нәрсе. Еркектер әйелді тыңдап үйренсін, әйелдер де еркекті тыңдап үйреніңіздер. Бізде сол тыңдау жоқ, ортада диалог жоқ. Бізде диалог жоқ, не әкенің баламен диалогы жоқ, балалардың әкесімен диалогы жоқ, әйелдің күйеуімен диалог жоқ. Енді шеше балаға жақын, енді ол диалог ол жерде қажет емес. Сондықтан осы жерде диалогтың бұзылғандығынан бізде ортамыз бұзылып алып жатқан жағдайын бір сол. Керек десеңіз жаттабаңыздар. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады: әйелге жағатын нәрсені істеудің өзі құлшылық. Әйеліңе не ұнайды, соны жасасаң, сен сауап аласың. Енді әйел, күйеуің білесің, нені жақсы көретін. Тамақ тағы айта берейінші, басқасын айтпай ақ қояйын. Кашы жейтін жақсы көрсе, бешбармақ жеген жақсы көрсе, сол бешбармағын жасап бере берші. Сен пловты жақсы көрсең де, сенің күйеуің бешбармақтың адамы болса, бешбармақты қарның жарылып кетсе де сол жей берсінші. Соның көңілінен шыға бер, сенің әрбір істеген ісің саған сауап бола береді. Алланың алдында дәрежең өсе береді, еркекті аяғыңа Құдай жақындатып жығып бере береді. Еркек адам әйелдің ісіне жәрдем беруге тырысыңыздар. Еркектер әйелге жәрдем беріңіздер. Әйелдер еркекке де жәрдем бере алады. Білесіз ба қалай? Әйел адам ауыр жұмыс істей алмайды. Алла оны нәзік қылып жаратқан. Бірақ әйел адам еркектен де ауыр жұмыс істей алады. Қандай жұмыс? Ол дұға қыла алады. Дұға қыла алады. Менің жарым, Құдай қосқан менің басымдағы бағым, басымдағы тәжім. Я Алла, ол ішіп жүр. Сен соны қойдыршы деп, мына көзден жасты біраз төгіп көріп едіңіз. Я Алла, менің күйеуімнің нәскиін жуған кезде, нәскиін жуас қой, қолмен жуатындар бар шығар әлде. Сол жуып бүйтіп қараған кезде, осы менің жарымды, я Алла, менің басымдағы тәжімді менің алдыма туралап берші десеңіз, Алла сөзсіз тілегіңізді орындайды. Бұл дұға қайтпайтын дұға. Үйден шығып кеткенде, сені асырайым деп, саған жағынам деп, коррупцияға барған қанша еркек бар. Бірақ өкінішке орай, әйелі үшін емес, көбінесе бізден тоқалдар үшін, Наташа үшін коррупцияға барады бәрі. Бірақ семьясы үшін болса, бала саған асырайым деп болса, бүйтіп таң атқаннан кеш батқанға дейін рульде отырған болса, оның дәрежесі, мәртебесі жоғары өскен үстінде өседі. Сондықтан, құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала баршаларыңызға риза болсын. Бір-бірімізді құрметтеген салихалы жар, салихалы отбасы болуға Алла сізді мен бізге нәсіп етсін. Бұл қияметтік тақырып. Әрбір сұрақ жауабымызда осы нәрсе міндет. Ер адамның ең соңғы мәселе, аяқ киімін әйел адам жуып тұру керек. Бізде жуып тазалайтын еркек емес, бізде әйелдер бір нәрсеге құмар, сотовый телефонына құмарсыз күйеуіңіздің. Күйеуіңіздің сотовый телефонын жұқмаңыз. Сол сияқты еркектер әйелдерінің сотовый телефонын жұқмасын. Телефон жұқу керек кімдікін? Қыздарыңыздыкін, балаларыңыздың телефонын жұқыңыздар. Тексеріңіздер, балаларыңыз кіммен сөйлесіп жатыр, қыздарыңыз кіммен сөйлесіп жатыр. Ал енді үлкенге Аллаға аманат, Құдайдан дұға болсын. Аз уақытым бар, 5-10 минут. Сұрақтарыңыз болса, жауап берейін. Лажы келсе, осы тақырып төңірегінде болса жақсы. Эфир сақтап қойғанымыз, күнде сақталынып жатыр. Жолдасым атымды атамайды. Үйленгенімізге 12 жыл болды, жаным дейді. Аллаға шүкір, бірақ толық айтпай жан дейді. Ал жан деген шайтанның бір есімдерінің бірі деп естігем, осыны айтып жібересіз. Сен өзіңді шайтанмын деп елестеп жатсың ба деймін. Жоқ, жан деген жақсы сөз. Сен до құрметтеген полный атыңды айтамай жан дейді. Енді желательно жан деп айтудың керегі жоқ. Желательно созып айту керек. Жан деп айтса тамаша болады. Бірақ қысқасы ремикс қылып жан десе де ештеңе емес, жақсы нәрсе. Бақытты екенсіз, Аллах Тағала сол бақытыңызбен бірге жәннетке кіруге Алла сізге нәсіп етсін. Тіске брекет салу жақсы нәрсе, салыңыздар.
салыңыздар, балалардың тісін түзетіңіздер. Қазіргі біздің қыздардың, көп қыздардың, 40-қа келген қыздардың аузында тіс жоқ. Бала туам деп, сенің балаңды туғызам деп, соларды қалай емізем деп кальцийін жоғалтып, аузында бір тіс қалған жоқ. Еркектің тісі түсіп қалса ештеңе етпейді, фә деп жүре береді, еркекке пайда ол. Әйелдердің тісі болу керек, өйткені ол жақсы тамақ ішу керек, баланы емізу керек, оған қуат керек. Сондықтан әйелдердің денсаулығына қараңыздар, қайта бала туғыза берем деп, ана тістерінен ажырап қалған брекет салу керек, тістерін қарау керек, тістері түсіп қалса имплант салу керек. Әйелдерге протез емес, имплант салып беріңіздер. Күйеуімен бірге тұрғысы келмейді, бірақ келіп жүреді. Дұрыс емес, арам. Әйелмен бірге тұру керек. Бөлек жатуға болмайды керек болмаса. Кейбір еркектер болады, баламмен арғы жаққа қуып жібереді. Балаңды мына жағыңа аласың да, қайттан күйеуің ана бір ортамызға баланы жатқызсаң, мен мыжып өлтірем деген еркектер бар. Байқамай ұрып жіберем дейтін, соны нервный еркектер бар. Күйеуің нервный болса, сенен асып ұрып жібермейтін шығар. Сондықтан балаңды мына жағыңа жатқызып қоясың да, қазір двойной спальный гарнитурлер бар ғой, сен артыңнан келген. Соны мына жағыңа балаңды жатқызып қой да, мына жағына құшақтап жата бер. Құшақтамасаң, ол барып басқа біреу құшақтайды соң кейін. Сөйтіп ажырап қаласың. Қайын сіңілі жөнінде айтам, қазір соңына дайындап отырмын, сақтың сұрағанда айтам. Қайын аға, қайын сіңілі туралы айтам. Сол мына сұрақтар болғанда, нақты бір-екі сұраққа жауап бергім келіп тұр. Сапар намазда уажиб оқылады. Ашу үстінде әйеліме талақ айтып қойсаң, талақ түседі бәрібір. Біздер мамасы, папасы деп сөйлейміз, бірақ бізде үйде диалог жоқ, балаларымен менде тамаша. Осы солай сөйлеңіздер. Атында айтпаңыздар. Әкесі, балаларымның анасы деп сөйлеген өте жақсы болады. Бұл жақсы болады. Бірақ бұл елдің алдында болмасын. Бізде көбінесе артист болып кеткен. Марқұм Құдайберген Сұлтанбаев айтпақшы, біз ана мен артист болсам, мына депутаттың бәрі артист екен ғой дегендей, біздікілер ана публика үшін болып кеткен. Біздікілер көп адамдар, көп қарындастар айтады, көшеде мен күйеуімді танымаймын дейді. Елдің алдында болғанда тойда бүйтіп аузына тамақ салып, бүйтіп күлімсіреп қарап, үйге кірген кезде басқа бір адаммен өмір сүрген сияқты да, бауызда боғауыз. Көшеде қалай жүрдік, үйде солай болсашы. Үйде даже әйелдің алдында жел шығару әдепсіздік деп айтылады. Егер сен көшеде жел шығара алсаң, подружкаларыңның арасында, коллегаларыңның арасында, онда үйде де соны істей бер. Көшеде істегеніңді үйде істе, үйде істегеніңді көшеде істе. Сонда азамат боласың сен. Сол үшін жаңағы жақсы сөздерді, істеген істердің бәрін үйде істеңіздер, үйде істегенді көшеде істеңіздер. Сол бір диалогтың ең басы сол болады. Қайнап кен айтам, асықпаңыз. Қазір соңына дайындап отырмын. Зубной паста оразаны бұзбайды. Шәуәл айының оразасы. Шәуәл айының оразасын, құрметті ағайын, бауыр қарындастар, қаза деп ұстаңыздар. Шәуәл айының қазасын отдельно, шәуәлді отдельно ұстап уақыт кетірмей қойыңыздар. 6 күн оразаны қаза деп ұстай беріңіздер. Менің ең соңғы қазам дейсіздер, сол дұрыс. Дұрысы сол өзі. Сонда шәуәлдің де сауабын аласыз, қазанда сауабын аласыз, дұрысы сол. Ораза кезде моншаға түсуге парға. Енді кешке дейін шыдамай тұрсан көріңіз. Бірақ лаж келсе түспеген жақсы. Бірақ оразан бұзбайды, бірақ әдепсіздік дәрежесіне өтеді. Күйеуім бір сөзге келмей ашуланып кетеді, мәселен, соңына дейін мәміле етпейді. Сен кішкене тұрсаң, бір сөзге келмейтін болса, сен жарты сөзге айт, асықпа, жай айт, кішкене күтіп айт. Бір күн айтпай барып, 1-2 апта айтпай барып айт, жинап айт. Төге бермес енді, ана келгенде төге бермес. Сәл сабыр қылыңыз. Еркекке мен айтқан уағыз тыңдатыңыз. Еркекке жақсы дұға қылыңыз. Сон неге Құдайдан сұрамайсыздар? Мен емес қой сіздердің күйеулеріңізді. Маған кейде ана дайректке жазып оқи алмайды. Сонша көп сообщение тұр, оқып үлгеремеді. Бірақ басым көпшілігі сол бір шыны керек оқуға намыстанам, еркектер үшін намыстанам, и біздің қарындастар үшін намыстанам. Басқа біреуден туып алдым, оны күйеуім білмейді, анамен жүрдім. Бұл қандай адам болып кетіп бара жатырмыз біз? Сондықтан құрметті қарындасым, айналайын, сен кішкене өзіңізді тәрбиелеңіз. Құдайдан неге сұрамайсыздар? Мен Құдай емеспін ғой. Мен шешіп бар. Алладан сұрасаңызшы, Аллаға неге айтпайсыздар армандарыңызды? Сол бүкіл Аллаға айтқан адам Аллаға айта берсе, пендеге айтайтын уәжі қалмай қалады екен. Аллаға уәжіңізді айта берсеңіз, адамға уәжіңіз қалмай қалады. Енем, күйеуіме 3 рет үйлен деп отыр. Біз біргеміз. Тығылып осы балаларымды қиналып не істеймін? Айта беретін әшейін кішкене үндемеңіз, күйеуіңізбен жақсы бола беріңіз.
Ауыз ашарда дұғаны ауыз ашқаннан кейін етем бе, әлде ауыз ашпай тұрып істегеніңіз жақсы болады. Ашпай тұрып. Өйткені ауыз аша салысымен сразу на старт, внимание, марш деп тамаққа кірісу керек болады. Елдің бәрі тамақ соғып жатқанда сен тілеп отырсаң тамақ қалмай қалады, ашына қалып қаласың. Сондықтан асықпаңыз, кейін алдында жасай беріңіз. Намазды нәскисіз оқуға беруге бола ма? Болады. Жақсы, сұрақтарға тағы да кейінірек жауап берем. Құрметті бауырлар, мына жерде 600-ге таяу адам TikTokта отыр, 300-ге жақын адам Instagramда отыр. Енді жаңа қайнапке қайынсіңлілер туралы. Құрметті әпке, сенің ағаң, сенің інің үйленді. Ол өзі жар таңдауын жасады. Сен әпкесі болсаң, немесе сен ағасы болсаң, семьясына кіріспе. Әркім өз қотырын, қазақ айтпақшы, өз қасу керек. Өз арқадағы нәсібесін, өз желкесіне салған салмағын өз алып, өз өмірін өз сүру керек. Сенің ақылың, қазақ айтпақшы, сенің ақылыңды ат тепсін дейді. Саған рахмет. Шамаң жетсе, қазір бәрі ақылды. Шамаң жетсе, қолынан келгенше ақша бер, жәрдем бер, аяққа қой, тіре, сыртынан дұға қыл, бірақ семьясына кіріп алып, әйелді былай қылу керек, әйелді бүйтіп сындыру керек, еркектер бүйтіп сындыру керек, әйелдер күйеуін бүйтіп тәрбиелеу, бәрі далбаса нәрсе. Сол сияқты әпке, ініңіздің өміріне кіріспеңіз. Келінді баспаңыз. Сен бассаң, Құдай қаласа сені біреу басады, асықпа. Енді тура сол сияқты қайнаға ініңіздің, келіннің шаруасында болмаңыз. Сізге тамақ бергеніне рахмет айтыңыз, семьясына рахмет айтыңыз, болды. Одан кейін еркектер, сөздің ең последний точкасы мынау. Үйге аннан қашқан, мыннан қашқан, кластас, студенттес, қаңғып жүрген, штанын киемей жүрген, алқаш, наркоман, үйі жоқ, жайы жоқ, сенімен бірге баяғыда арақ ішкен, сенімен бірге автобуста, бірге трассада бірге жүрген достарыңызды сүйретіп үйге әкелмеңіздер. Достық, ол достық емес. Қолынан кеп жақсы көрсең, далада кафе бар, рестораннан көп нәрсе жоқ. Апарда бір пирожкин апарда жолға салып жібер. Шамаң жетсе сол жаса. Мен қатыныма мықты екенін көрсетемін деп, қаңғыған біреуді үйіңізге алып келмеңіз. Жарайды, туыстық, қандық мәселең болса, онда сөз жоқ. Бір рет әкеліп тамақ беруге болады. Сол бір рет алып келгенде, құрметті келін, сізге қатысты. Сіз де қисалаңдамай, соның чайын, бір тамағын беріңіз. Оны жек көрсең де, күйеуіңнің абыройын түсірмес үшін бір шайын беріңіз соған. Бір шайын беріңіз. Содан кейін әйелдер, сендер өздеріңнің подружкаларыңды, өздеріңнің сіңілдеріңді, өзіңнің әпкелеріңді үйге кіргізе бермеңіздер. Аты жоқ, жөні жоқ, кіргізе бермеңіздер. Бір рет кіргіздің, екі рет кіргіздің, жетеді. Мен мылай куәсімін. Далбасылап, әйел адам сіңілесін шақыра береді, анау жездемай деп келіп, ертең соры сенікі болады. Сені лақтырады да, сенің сіңіліңе Құда қаласа үйленіп алады сенің ағаң. Бау күйеуің. Сол кезде ондай оқиғалар тола. Интернет оқысаңыз, тола Инстаграмда. Менің сіңілім байымды тартып алды деген былай. Мен соның арасында жүрмін. Некесін қиюға келгенде некесін талайына қимай қуып жібергенбіз. Өйткені екі әкпелі сіңілі бір сәтте бір ай еркекке күйеуге шыға алмайды. Міне осындай мәселе бізде көбейіп кетті. Сол үшін сіз шанс бермеңіз. Келсін, қызметтесін, үйіңізді қызғаныңыз. Еркек адам әйелін қызғану фарз болады. Етегін ұзын қылып кигіземіз. Неге? Қызғану үшін. Қызғану екі түрлі болады. Алла жақсы көрген қызғану, және Алла жек көрген қызғану болады. Аты жоқ, жөні жоқ қызғарып ұра беру, бұл адамдыққа Алла жек көрген. Ал енді неге сен бұлай жүрсің деп, еркектің ұзынғы, әйелін ұзын қылып кигізгені, бұл Алла жақсы көрген. Шошқадан да жаман адам, ол әйелін қызғанбаған адам. Қарындасын қызғанбаған адам. Қызғаныңыздар. Біздің қазақтың балалары қарындасы үшін ауылға келген баланы сабап тастаған. Ол үйленуге келген бала, бірақ үйленуге болса бәрі таяқ жеген аталарыңыз, апаларыңызға үйлену үшін. Не үшін? Арлыдан жолатпаған біздің қызымызға. Шын ойы болса да бір таяқ жеген бәрі. Неге? Ар намысын көрсеткен. Енді біз ұр деген әңгіме емес. Ал енді үйленіп алған жездесіне, келініне қол көтерген қайнапкелер бар. Келініне қол көтерген қайнапкелер бар. Келіне қолыңыз қурап қалып жүрмесін. Қол көтермеңіз. Сен тұрмақ, оның төсектес жатқан байы күйеуі қол көтеруге правасы жоқ. Анын қайнапкелер, сол сияқты қайнағалар біреу қол көтермесін. Тура сол сияқты. Менің қарындасымды неге ұрасың деп, ана жезделері келіп, қайнағалары келіп, күйеу баланы басқан еркектер, Құдай сені басып түсіреді. Ешқашан кіріспе. Кіріссең аузыңда сөзіңді айт, әділеттіңді айт, бірақ қолыңды көтеруші болма. Сенің праваң жоқ.
праваң жоқ, Алланың алдында жауап бересің. Ең ауыр нәрсе сол. Еркектің абыройы аяққа тапталған болады сол үшін. Аллах тағала баршаларыңызға риза болсын, таң намаздарыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ұсталған